Саған ескен мырза, неткен иттік бар ғой ше. Адамды жұмысқа не тартады? До того сақат жұмыс еш, рак болдыңыз деп айтсақ бола ма? Не керек? Оған өзіне выбор керек. Мысалы, сенде проблема болса да, шешілетін жол бар да уже. И жұмыс қалай істелу керек, оның да жолы бар да. Армысыздар, құрметті оқырмандар. Мінекей көзді ашып жұмғанша біз қайтып оралдық. 4-ші маусым ТТБ жаңа форматта деп айтуға. Жаңа формат емес. Тек қана бізде енді жаңа қонақ. Қуаныш мырза, енді өзіңіз өткен жолы қай сезонда айттыңыз бұл кісі жайлы? 3-ші маусымдың бірінші несінде шығарылымында біз Талғат мырза туралы айтқанбыз. Талғат деген жігіт 10 жылдан бері Америкада тұрады. Миллионер қазір. $1 миллион. 10 жылдан бері болып барған ғой. Ағылшын тілін білмей Америкаға барған 10 жыл алдын. Талғат мырза әсерленіп, Қуаныш мырза біз туралы айтыпсыз ғой деп. Енді міне Америкадан сізге хат жіберді. Хат жіберіп, там ақша жіберіп деп. Енді міне 4-ші сезон, получается 3 айдан кейін, 2 айдан кейін, 3 айдан кейін міне Талғат мырзаның өзі Қазақстанға қош келіп отыр. Тәке қош келдіңіз. Қазақстанға қош келдіңіз. Талғат мырза бізден бірге саяхатта болған, Марван ағамен бірге. Маңғыстау облысында бірге. Маңғыстау облысының шаңын бірге жұтқанбыз. Иә, бұл кісіне шақыруымыздың себебі бар. Шақыруымыздың себебі тек қана бұл кісінің енді $1 миллион тапқан емес. Ол емес. Никой вообще қатысы жоқ оның вообще. Бірақ оны не қойдыңыз онда? Енді просто қатысы жоқ та. Мысалы шашы бар, факт. Бірақ шашы болған қатысы жоқ бүгін келгенге, дұрыс па? Сол сияқты ол да факт, бірақ бүгін Такеңмен бірге Құдай қаласа иммиграция жайлы немесе басқа қылып сөйлесем деп не беше, қайта қылып шығады, сонымен сөйлесеміз. Таке қош келдіңіз. Рахмет. Жігіттермен танысыз. Қайсысын? Осы айтыңызшы, төрт бекеннің қайсысын айтты сізге? Қиын сұрақ. Біртіндеп жауап берейін. Қай жақтықсыз? Шымкенттен. Болды. Сіз осы төртте түгел болсаның тұрақты көрерменсіз, е? Шын ба өтірік па? Шын, е? Ең қайсысы ұнаған қайсысы? Барлығы ұнайды, шыны керек. Әрқайсының маған көбінесе ұнайтыны, бұның бұл қазіргі мысалы бізде Street Smart, сосын Book Smart деп бөлінеді ғой адамдар ше. Ескен бір не деп жатыр, сөйлесіңіз не деп жатыр. Қазақша қалай болды? Иә. Айта берсеңдер. И сонда мысалы қалай қазақшасы? Street Smart деп. Street Smart жаңа көшеден үйренген ғой, өз білімің да. Социальный интеллект дейді ғой, не? Иә. Социальный интеллект келмейді қатты, но иә. Book Smart академический да. Академический жаңағы универді бітіресің, нені бітіресің. Сонда мысалы академический жақсы жетістікке жеткен адамдардың осындай әңгімелері өте аз да. Олар сценада жақсы сөйлейді. Жаңағы TED Talk бар, басқа бар, осы интервьюлар мысалы жекеде жақсы сөйлейді, уже дайындалғанда. Ал ТТБ бұл ашина көшеде отырып, семішке ғана жетпейді да бізге, шағып отыруға ше. Сіз енді көрермен ретінде мен Ескендір мырзаға прикол ұстауымды халық түсінбейді. Онда сіз қалай бағалайсыз жалпы көрермен? Бұл кісі вообще қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба? Қолдағанда Есекең өзінің қабылдағанына байланысты ғой. Сіздің приколыңыз ол екі айналдырып сізге ұрады да. Мен күліп отырамын да. Мен айтып жатыр ғой, оған күлмеймін, сізге күлемін деп жатыр наоборот. Саған Ескендір мырза, неткен иттік бар ғой ше. Өзің шақырған қонағыңыз ба? Қош келдіңіз. Қалай Қазақстанға қалай болды? Настроение қалай? Жақсы, керемет. Сіз Америкада тұрасыз, е? 10 жылдан бері Америкадамыз. Қай қаласында? Вашингтонда. Вирджиния деген штатта, сол жаңағы Вашингтон. Вашингтон астанасы. Вашингтон, иә, Астана. Вашингтон негізі не ғой, округ қой, штат емес. Кім сияқты, Чернек сияқты. Давайте зафиксируем статус дейді ғой. Сіз немен айналысасыз сол жақта? Бізде өзім кәсібіммен, бірінші кәсіп бастағаным сол мувинг деген. Мувинг деген логистика ғой. Мерек мырза, сіздің әріптесіңіз білесіз ба бұл ше? Білесіз ба, білмейсіз ба? Бұл кісі мувинг компания болған? Иә, Ақтауда сөйлескенбіз ғой туралы. Содан жақын общий тема бар да бізде. Мувинг деген бұл бір кісілердің курьерский служба. Офисный, кеңсе және пәтерді көшірумен айналысатын. Иә, ол жақта бізде Қазақстан қаланың ішінде болады ғой, Америкада қалааралық нелер қатынап кеткенде осындай көшірулер, перевозка деген. Сонымен айналысасыз 10 жылдан бері. 10 жылдан бері бірінші компания сол, одан кейін уже недвижимостьқа көштік, кейін тағы да сол логистикаға, сосын енді IT-ға келе жатырмыз. Да? Супер. Қазақстанға келіп. Сіз ол жерде кім ретінде жүрсіз Америкада қазір? Инвестор, бизнесмен ретінде. Инвестор ретінде жүрсіз. Супер. Көргендеріңізде Американың өзінде, астанасында, осында қазақтың жігіттері бар. Негізі Америкада қазақтар көп дейді? Өте көп. Қазір өте көп, иә. Біз барғанда 10 жыл бұрын аз болатын, бір-бірімізді іздеп, қазір прям
қаладағыдай ғой. қаладағыдай Әр қалада 20-30 адам оңай тауып аласың. Араласып тұрасыздар ма біреулеріңізді? Араласады, иә. Уже осындағыдай ғой, әр жаңағыдай өзінің общий темасына байланысты, мысалы, әркімнің өзінің общий жұмысына, неге байланысты араласып тұрады. Жаңағы нелерде Наурыз, сондай праздниктерде бәрі жиналып, жақсы негізі ұйымшыл қазақтар. Сіз қай жылы бардыңыз сол кезде? 2011-де бардым мен. 2011 жылы. Тіл жағынан қандай бір проблема бірдеңе болды ма? Тіл Или біліп бардыңыз ба әлде? жоқ, 0 мен Сол барамыз. кезде қай жаста болдыңыз 2011-де? 23 жаста. 23 жаста. Олға дейін Шымкентте болдыңыз ба? Жоқ, мен Астанада жұмыс істедім 2 жыл. 2 жыл оған дейін Атырауда жұмыс істедім. Сосын барып неге Америкаға. Не түрткі болды? Кетіп қалуға 23 жаста. Түрткі болғанда, мысалы мен бастан айтып берсем, осында келіп политехке түстім 17 жаста. Сосын политехте бір курс оқығаннан кейін уже оқу маған қалай жаңағы айттым, академический бар и былай көше да. Сосын оқуды ойладым, так жұмыс істеп кейін қайтып оқимын деген болды да менде. Өйткені мен группаластарым, мен мұнайды оқыдым ғой. Группаластарым бәрі өте жақсы семьядан болды. Жаңағы мұнайшылардың семьясынан болды. Мен күніге библиотекада оқимын, ол кісілер келеді да, сессия біткен кезде өздері несін жасап кетеді да. Сол кезде мен ойладым, енді оқымаймын. Сол қалай әділетсіз деп таптыңыз ғой? әділетсіз емес, ешкімге ренжішім болған жоқ, бірақ ойладым да, оказывается, мұндай да жолы бар екен ғой деп ше. И сонда уже сразу бірінші семестр біткен кезде Атырауға кетемін деп уже дайындалдым да. Содан 18 жаста Атырауға бардым, Теңіз деген жерде. Сол Теңізде бірінші практикант болып бастадым. Содан кейін бір тоға кіріп, жаңағы құрылыс неде, соны зам директорға дейін жұмыс істегенмін. Енді оның бәрі жаңағыдай аяқ астынан болды. Ол бір пландаған нәрсе емес қой, 18 жаста сен зам директор қоймайды ғой тоға. Сонда мен бір жерде көмекші болып жүрдім, офис менеджер дейді ғой. Офис менеджер болып жүрген кезде директор кетіп қалды жұмыстан. Жұмыстың бәрі маған қалды да. И содан енді алып кетемін, сонымен директор қарайды, 1 ай, 2 ай жұмыс жүріп жатыр да. 18 жастағы бала, ол кезде Южан дейді ғой бізде. Южан выигрывать етіп жатыр да. И содан 1,5-2 жылдай істедім. И сосын уже өзім сол уровеньде потолокқа жеткен кезде ойладым, бәрін тастадым да, Астанаға көштім. Астанада қайтып 0-ден бастадым. Жаңағы маршрутный автобустар бар, соларды арендовать етіп, водитель болып жүріп. Сонда автобус айдадыңыз осы кезде? Айдаған да болды. Арендаға аласың ғой, кондуктор, водитель қоясың, водитель жүргізіп өзің айдайсың, сондай жұмыс ғой. Сонда Атыраудағы жұмыс ол кезде айлық жақсы болған. Бәрін тастап келдім. Менің мақсатым не болды Астанаға келген кезде? Өйткені мұнайда уже потолокты көрдім да. Сосын Астанада ойладым, енді уже қалаға келіп, жаңағыдай госслужбаға кіремін ба, немесе басқа бизнеске кіремін ба деп. Сонда госслужбаға кіруге, енді ол кезде менде только таныс арқылы деген ғана вариант болды да. Басқа вариант болған жоқ. Или ақшаң болу керек. Басында идеясында, иә. Вариант менде алдымда Астанаға келгенде. Сосын ойладым, жарайды, енді таныс керек, онда таныс іздеу керек та. Енді оңай ғой, енді логично да. Сосын таныс іздей бастаған кезде менде зажигалка бар Астанада. Соның алдында бір күн демалыс күні тұрмын ойланып. Сонда бір нелер қара мәштер келді, артынан жаңағы джиппен есетіп, ішінен үлкен кісілер түсті. Содан джип келді, то неме 2 мәш тоқтады, неге ше парковкаға. Сосын бардым да, мен кинодағыдай болды мен алдымда. Жаңағы КЗ деген номермен ол кезде ше. Помощниктер бар, охранасы бар мысалы. И сонда мен сразу ана кісі айтты, бардым да, жігіттер мынау не шоу дедім да. Сонда ол айтады, осындай біз президентский гаражда жұмыс істейміз. Министрлер үлкен кісілерді алып жүреміз дейді. Қызық болды, жарайды деп. Телефон алып, ауылдың кісілері екен, жаңағы біздің Қордайдың Шымкенттің жігіттері. Телефонын алып ойланып кеттім. Сосын 1-2 сағаттан кейін ой келеді ғой, так, президентский гаражға водитель болып кіру керек. Водитель болып кіргеннен кейін енді ана үлкен кісілердің қасында жүресің, ары қарай бір нәрсе қыламыз деген ой болды ғой. Таныс болады деп па? Енді решение сол болып тұр ғой. Басын сұғып алу керек бірінші. Көтерілу үшін сол ғана вариант болып тұр да. Содан ойдағыдай болды, бір 6 айдан кейін жұмысқа кірдім. Үлкен кісілердің қасында істедім біраз, ойымдағыдай бәр нәрсені көрдім, үйрендім. Патологына жетті тоже. Патологқа жаман жетеді екенсіз не осы да? 2 жылдай кетіп қалды бірақ. 2 жылдай болды. И сол кезде уже ойладым шетелге барып. Жазда бізде қалай болды? Америка кеткен жаңағы негізі. Жазда бәрі Дубайға, Таиландқа, Турцияға отпуск алады ғой. Сол кезде мен ойладым, маған қызық емес та Дубайға барып құмда жатып келу ше. Ойын бәрі анау не ғой. Бір нәрсе іздеп жүрген нәрсе ғой ол кезде бізде. Өсем ба деген. Сонда жаңағы отпускын мен сразу 3 айға сұрадым да, сосын Америкаға барып тіл оқып келемін деп кеттім. Заодно тіл үйренемін, заодно отпускта. И солай кеттім. Заодно қалып кетемін дедіңіз, ә? Қалып кетіп ол барған кезде болды ғой. Содан барғаннан басталды жұмыс. Ол кезде қазақтар аз болатын, 5-6 қазақ болатын, олар күтіп алып, енді араласып неттік.
оқу, английский оқып, бірінші неден элементариден бастадым ғой тілді. Білмедіңіз, ә? Жоқ. Енді баратқанда 1-2 ай бұрын дайындалдым кішкене, бірақ кәдімгі элементари бірінші несі бар уровень. Барған кезде содан бастадым. Алфавит емес, одан кейінгісі. Содан басталды. И содан ары қарай жұмыс, ол жаққа барғанда Американың қызық жері анау океан сияқты ғой, теңіз сияқты. Теңізге барасында сен жүзе алмасаң батып кетесің ғой. Сен қандай мына жақта айтпасам үлкен кісілердің қасында жүрмін, енді біраз нәрсені көргеннен кейін ана жерге барғанда кәдімгі жерге, кәдімгі 2 аяғы жерге тиеді ғой. И Американың сондай несі бар да, жерге түсірді, и содан нөлден бастап, мен уже үйренгенмін ғой еще нөлден бастап. Атыраудан Астанаға келдім, водитель болып қара нөлден бастап кете бердім, маған да нормально да. Сөйтіп Америкаға барып нөлден бастаған кезде, ана жерде потенциалды көрген кезде уже 1,5-2 айдан кейін қазықты қаға бастадым ғой. Болды. Бір нәрсе үйренбей қайтпаймын. 3 айда өйткені сен тіл үйрене алмайсың толық ше. Ешкімімізге келіспейді ғой мен, например. 3 айда сен толық тіл үйрене алмайсың. Бұл жерде тілде емес, мен мысалы 10 жылда түсінгенім, бұл жерде адамның ойлау қабілеті да. Вот мен 10 жылда солардың ойлау қабілетін түсінген кезде барып уже өзіме кішкене не пайда болды жаңағыдай. Қазақстан қайтамын, елге жұмыс істеймін дегенше, соны үйренбей қайтпаймын деген цел қойғанмын ғой. Қазақстанда 1-2 жылда тіреліп жатсыз ғой потолокқа. Ол жақта тірелдіңіз, тірелмедіңіз, қанша? Ол жақта енді 5 жылдай болды, бірінші этап, мысалы бизнес. Өйткені ол жақта мен 4 айдан кейін өзім бизнесін бастадым ғой, жаңа мувингті ше. И сол мувингті бастағаннан кейін бизнесте уже сенде потенциал үлкен екен да. Бизнес мысалы өзіңді дамытасың, адамдармен жұмыс істейсің, финансовый жағдайың түзеледі. Жүріп кетсе. Жүрсе. Жұмыс істесең жүреді ғой, любой бизнес. Ол бизнес қазір сұрақ болуы мүмкін да, ойбай мына жақта ағалардың ақшасын біраз жинап Америкаға барып, сол ақшамен ашты деп ойлауым. Не үлкен кісілердің. Қалай аштың сол алғашқы мувингті? Ашқанда былай болды. Мен как раз 3 ай студент болып жүрген кезде, выходной күндері балдар тартады. Біздің ТМ-дан балдар ғой, украинецтер, орыстар, қазақтар бар. Сол мувингке тартады. Денсаулығыңыз здоровый, кеттік дейді. Адам жоқ та олар. Грузчик болсын дейді. Грузчик та. Сол выходной солармен шығып жүремін. Сосын көрдім, біз тұрған жердің халықтың жағдайы өте жақсы. Ол Америкада номер 1-ші район болып есептеледі. И клиенттің несін көрген кезде мен жағдайын. Сосын біздің жігіттердің сервисті жаңағы жасап жатқанын көрген кезде, сол кезде менде конфликт болып бірден айтын жігіттер, неге мына адамды жаңағыдай бір кедей соңғы ақшасын төлеп жатқан сияқты сервис жасайсыңдар дедім да. Бізде кішкене жаңағы не ғой, оңтүстікте өскенбіз, кішкене сервис жағынан енді үйренгенбіз ғой. И сонда олар үйретпесе дейді, біз білеміз ғой деп, неше жылдан бері жүрген жігіттер ғой. Соны сезон біткен кезде, сентябрьде оларда жұмыс болмай қалды. Студенттер арасында бар, жұмыссыз отыр. Сосын бір күні мен бәрін жинадым да, жігіттер, мен компания ашайын. Мен қалай айтам, солай істейсіңдер. Только переводтандар, мен тіл білмеймін ғой. Сендер переводтандар, соның бәрін мен өзім жүргіземін. Содан басталды. Жаңағы 5-6 жігіт болды, бәрін өзіме алдым. Оларда жұмыс жоқ. Олардың техникасын алдым, мысалы бірге. Арендаға ғой бәрі. Жұмыс істейді, айлығын бересің. Техникасын арендаға аласың, күндік ақшасын бересің, солай ғой ол жақта. Содан жаңағы өзім компаниям бастадымда, қанша октябрьде ма болды сонда 5-ші ай, 4-5 айда. Содан жаңа жылға дейін жұмыс кетті. Сізде виза өзі қандай? Виза менде студенческий болды. Өзі студенческий. Ол жұмыс істеуге рұқсат береді ғой? Берілмейді негізі. Сол күннен бастап мен уже адвокатпен рабочий визаға подавать еттім. И сол датадан бастап, уже компания ашылғаннан бастап. И сол кезде уже рабочий визамен бизнес параллельно жүрді да. Кейін уже біраз уақыттан кейін полностью. Получается, сізде қараңыз, сентябрьден бастап аналарда жұмыс жоқ. Сізде жаңа жылған жұмыс жүрді дейсіз. Неге оларда болған жоқ, сізде болды сонда? Бірінші мен сразу бағаны көтердім. Сразу реклама қойған кезде мен бағам бағаны түсіруші еді, не бағаны көтеруші еді? Өйткені клиентті қарайсың ғой. Клиенттің бәрінің жағдайы жақсы да. Ол баға аз болған соң қарап тұрасың да, так, саған $75, саған $250 дейсіз ба сонда? Түріне қарап айта бересің да? Жоқ, клиентке емес, ол бізде былай ғой, сен магазин емес қой, оның бәрі телефонда. И телефонда скрипт жазу деген менде сол кезде негізі бір не болған, скрипт жазатын, білмеймін, өзіме ұнайды. Мысалы, отырып, скрипт деген не ғой, мысалы, customer сервисте, бизнесте клиент звондайды ғой, клиентті аласында қалай жауап беру керек мысалы. Менің атым Талғат, осындай, мен компаниядан боламын, қалай сізге көмектесемін. Жарайды, менде мынандай. И соның әр А десе Б, Б десе С, С десе Д, соның бәрін мен химикпін ғой. Дебат десеңізші. Соның бәрін жазасың да, жаңағыдай немен бизнес процесс қой. И соны мен ол кезде бизнес процесс деген түсінбеймін. Просто мен логично жазамын да. Клиент не сұрайды? А десе мынаны бер, Б десе мынаны бер, С десе ананы бер деп ше. Просто флоу чарт дейді ғой.
И соны просто өзім қағазға отырып жазам, сосын жаңағы телефонға жауап беретін адамға берем, осыны айт. Ол адам пауза қояды да маған звондайды, мынандай деп жатыр, клиент не деп айтайын, былай айт. Солай басталды да. Қараңыз, біріншісі бағаны көтердіңіз. 2011 жылы скрипт деген. Бірінші бағаны көтердіңіз, екінші скрипт болды. То есть жаңағы сұрақ бар. Процесс. Неге аналарда бизнес жүрмей қалды, сізде болды дегенше? Клиенттер қайдан тапты? Клиенттер бәріміз бір неге береміз объявление. Жаңағы Craigslist әртүрлі нелер болды онлайн. Бәріміз бір жерге объявление тастаймыз, әркім өзінің несімен ше. Бірақ әркімнің жазылған тексті әртүрлі да. Копирайтинг десеңізші, интернет-маркетинг курсындағы копирайтинг десеңізші. И ол нәрсе цвет, дизайн, бәрі адамға негізін етеді ғой. Суреті, бәрі. Бәрін бірдей кімді таңлайды. Сол кезде менде сразу баға ең жоғары сол кезде менде болды да. И сонда фильтровать етіп аласың ғой, жақсы клиенттердің бәрі сразу әдемі, бағасы жоғарыға звондайды да. И плюс одан кейін жаңа процесс болды да. Ал американецтердің жақсы көретіні олар бизнестен номер 1 ғой, американецтер процесс құрастырудан. И олар процесс деген нәрсені естіген кезде прям уже сене бастайды. Процесс деген қалай есейді олар? Мысалы бизнесте бізде процесс қойылған дейсің да. Мысалы сенде проблема болса да шешілетін жол бар да уже. И жұмыс қалай істелу керек, оның да жолы бар да. Адан мысалы соңғы әріпке дейін ше. Ал негізі көп жерде бизнес бастағанда мысалы сен кірісіп кетесің да, бірақ ары қарай есептемейсің ғой. Мысалы шахмат сияқты ше, 5-6 ход есептемейсің да. Ал менде всегда до конца есептей алатын сондай бір нем бар еді да. Қызық еді маған. Отырып түнімен жазатын ше, до конца вот. Бітеді жұмыс біткеннен кейін, мысалы проблема болады ғой, клейм дейді. Оны қалай решать ету керек? Клейм деген жаңағы не, возврат, иә? Арызу, а? Арыздану. Жалпы. Жалбыны мысалы до конца қалай шешу керек? Қалай шешесіңіз? Жалпы негізі мысалы сервисте адамға ол проблема жоғалған, мысалы сынған затта емес та, адам көңілінде. Мысалы менікі сразу айтамын, біріншіне кешірім сұрау керек, тыңдау керек, 5 минут сөйлет адамды. Болды, ана аға бидасын бәрін айтып тастайды да, дұрыс па? Ана жігіттерге өкпелейді, болмаса басқа болады. Бәрін айтып тастайды, сол кезде ана адам жеңілдейді да. Сол жеңілдеген кезде енді қалай көмектесем десең, ана айтып жібере салады ғой. 10-нан 7-8 клейм солай шешіледі да. Бірақ тыңдай білу керек та, сұрақты қоя білу керек. Анам кәдімгі вообще енді қазіргі анау психология деген тренд болып жатыр ғой. Ол психология ғой таза. Customer service таза психология да. Мынау кісі деген страшно. Сосын содан басталды. Сосын қызығы жаңа жыл күні бәріміз жиналамыз ғой. Сосын жаңа жігіттерде енді көремаушылық болды ма, қызғанды ма? Бәндәшілік дейсіз ғой. Бәндәшілік болды да, короче. Жаңа жыл күні түнде, жаңа жыл біткеннен кейін маған бәрі сообщение жазады ғой. Ертең шыға алмаймыз жұмысқа деп ше. Ана жерде Сізде заказ бар. Заказ бәрі тұр ғой, техникалар тұр мысалы ше. Сосын түсінбей қаласың ғой, қалай деп ше. Сосын бәрін жинап алып, 1-2 апта істеп беріңдерші, замена тапқанша. Болды, кейін босайсың. Түсінемін да оларды да. Просто вот менің өтінішім 2-3 апта істеп беріңдер, замена тапқанша. Замена вариант жоқ қой. Ең жақын танитын сол адамдар ғой. Командамыз. Басқа танымайсың адамды. Басқа ешкім танымайсың ол кезде. Сол кезде мен уже сол күн түнде 31-ден бастап объявлениеға адамды анимат ету деген объявление қоя бастадым да, американецтерге. И содан уже мына қаралар, нелер, испанецтер подавать етті. И тіл білмеймін, переводчикпен немен переписываться етіп. И содан сөйлесіп, сол басындағы жұмыс істеген адамдармен, мысалы, бір екеуімен әзірге дейін істейміз. 9 жыл болды әлі. Өйткені өзім тіл білмеймін ғой. И ол адамға не керек, екеуміз уже несін түсінесің да. Қағаз жоқ ол кезде қағаз жоқ. Оған не керек? Свобода. Мысалы жұмысшыларға не керек? Оған өзіне выбор керек та. Мысалы біздің үйренгенім, бізде всегда анау жаңағыдай военный метод қой. Саған А, Б жазып береді да, сен сонымен жұмыс істейсің да. Ал егер де сен А, Б деп жазып емес, А, Б-ны көр да, соның айналасында жүре бер деп өзіне свобода берсең, ана адам өзінің креативності қосылады да, и ол өзін бастық сезінеді да. Бастық сезінген кезде ол жұмыс істей береді ары қарай. Негізі адамға көңіліне тиетін сол ғой. Ең Америкада мысалы кейінгі статистикаларды оқыған кезде адамның не үшін увольняться етеді деген сұрақ болды да менде. Причинасы ше жаңағы. Сонда ең бірінші причинасы осы прямой жаңағы бағынатын адам екен да. Ақша емес, жұмыстың условиясы емес. Вот прямой сен менеджерің ба, кім жаңағы бастығың ба, тікелей бастығың бар ғой, ол соған байланысты да. Бір екінші қызығы сол кезде мен зерттегенім, адамды жұмысқа не тартады. Мысалы, жаңағы екінші жағы ғой, не тартатыны ол бірінші ақша емес. Ақша сол кезде 13-ші орында болған екен Америкада 2011 жылы. Жұмысшының жұмысқа келу себебінің ақша 13-ші орында да. Өйткені оларда уже зарплата стандартный ғой. Білесіңдер, қай жұмысқа барсаң, жобамен қанша алатыныңды ше. Сонда ең кіретін жаңа бірінші, екіншісі ол свобода екен адамға. Ол жерде ол қалай ана жерде билей алады сол позицияда ше. Сонда менде не Фордтың фаны болған ғой кішкентай кезден ше, Генри Фордтың ше. Сонда айтады ғой Генри Фордқа, сіз
мысалы біздің нелер олар только қара форд шығарған ғой, T-Model ше, сөйтіп клиенттерден спрос болады да, қызыл, көк, басқа цвет ше. Сонда нелер келеді да, фордқа айтады ғой, басқа цвет істеуге бола ма деп ше. Конечно дейді, қандай цвет, любой цвет дейді, только қара болсын дейді. Шумас келген да фордта кейін бұл жұмысты сіз уже қай уақытта енді шек, любой бір бизнесте бір шегі болады, мысалы білмеймін, там $1 миллион табатын шек болады адамда, определенный бір меже болады ғой. Сіз межеге қай уақытта жеттім деп ойлайсыз, именно осы жұмыста Америкада? Межеге мен жеткен жоқпын. Бірінші межеге. Milestones. Иә, milestone. Біріншісі Let's speak in English. Иә, milestone. Біріншісі менде денсаулыққа байланысты болды. Мысалы, сол кезде ойлаңыз, тіл білмейсің, заң білмейсің, ол иммиграционный жұмыс жүріп жатыр адвокатпен, оны қалай істеу керек білмейсің. Күніге оқу да. И содан 2014-те уже организм сбой берді. Ол не жоқ, аллергия басталды немен, и сонымен врачқа барған кезде рак тапты мен сразу. Не болды? Сол кезде вот ручникті тартып тоқтадым мен ше. 20 сағат жұмыс, буквально 20 сағат күнде жұмыс істедім да ол кезде ше. Светофорда ұйықтаған кездер болған ғой. Светофорда күтіп отырасың ғой, жасыл жанған ше, бір ұйықтап аласың мызғып. Вот еңбек, солай еңбектенген да басында. Сонда жаңа больницаға түскен кезде уже рак деген кезде менде бір қанша бір аптадай ма оқыдым, не екенін ше. Рак деген оған дейін маған бір тұмау сияқты болып көрінетін еді да. Енді Құдайға шүкір біздің айналамызда ешкім ондайға ауырған жоқ та. Ешкімге айтқан да жоқпын, өзім жақын адамдар ғана. Қазір бір жайды айтып тұрсың да? Официальный интервьюда. Иә, официальный адам. Енді бұл бөлісетін нәрсе емес қой, бірақ жаңа сіздің сұраған сұрағыңызға да қай нәрсе мені өзгертті деген сұрақ болды ғой сізде. Вот сол кезде мен пауза қойып, бәрін тоқтатып жұмысты, сол операция бәрі біткенше ойландым да. И мынанша жұмыс істейсің, осы темппен кете берсең, сен жаңағы предохранитель жанып кетеді екен да. Қарашы, бұл жерде ключевой сөз мынау болды. Рак қалай қазір? Жақсы, одан кейін бәрі операция өтті. Образ жизни сол кезде менде полный өзгерді. Бұрынғы істеген нәрсенің бәрін басқаша істейсің. Істегенде қалай ойлану, жаңағы ори дейді ғой, уайымдау. Көп нәрсені, оказывается, уайымдайтын еш нәрсе жоқ енді. Бұл енді ключевой сөз бар. 20 сағат жұмыс істедім деген. То есть негізі Америкада hard-work дейді ғой. То есть көп жұмыс істеу бар. Біздің енді қазір әрине енді мынаяқтан барып, как будто бір иностранец ұқсап, мен жек көретін нәрсем Қазақстанға келіп алып, Қазақстанда тұратын адамдар, біз Түркияда оқығанда Түркияда оқиды да, 3 айдан кейін бізде деп ойлайды да Қазақстан ше, Түркияны сөйтіп айтады да, қатты салыстырады. Но ол салыстырғанға қарсым, бірақ дегенмен де бір салыстыру болады. Енді Америкадағы hard-working, Америкадағы еңбектенумен енді біздегі еңбектену қалай бағалайсыз? Вообще деңгей айырмашылығы қандай? Ай мен күнде ғой. Америкада жаңа айттым ғой, теңіз сияқты да. Сен қандай мына жақта уровеньде болғанымен сен ана жаққа барасың, нөлден бастайсың да. Егер де сен өзіңнің осы жақтағы біліміңді адаптироваться ете алмасаң, сол жерге жаңағыдай мысалы диплом қорғау деген сияқты болады ғой әртүрлі. Вот сондай жасай алмасаң, сен жаңа қазір мысалы мен достарым бар, енді көрсе ренжімесін. Зам әкім жаңағыдай органда мықты жерде істеп жүрген кісілер қазір Uber'да трагай дейді мысалы ше. КамАЗ дейді. КамАЗ дейді жаңағы дальнобойщик жұмыс істейді. Таксист, иә? Таксист, иә, Uber'да ақшасын табады. Ақша табады, иә. Ақшасын табады. Қанша ақша табады жобалап? Ол кісілер қанша табады жобалап? Енді 5 мың мен 10 мың арасында ғой, айына. 5 мың $10 мың ақшасы. 5 мың $10 Америкада, Қазақстандағы плюс-минус екі есе деп айтайықшы. То есть Қазақстанда егер сен 5 мың $10 табатын болсаң, Америкада 10 мыңмен бірдей. Енді саудасын, жаңағы кофесін бағасын қарайтын болсаң. Қымбаттылығына байланысты. Қымбаттығын санайтын болсаң, алым күші дейді ғой, түрікше. Сол сияқты 5 мың $, примерно 2 миллион теңге. Қазақстанда КамАЗбен айналысып 2 миллион табуға болады. Болады, еңбек етсең болады. Бірақ мынаны айтқым келеді да, қарашы, Америкада үлкен жетістікке жетіп жатыр адамдар. Бірақ жетістіктің артында біз как раз сізді айтқан тақырыпта 21-ші біздің шығарылымда біз pay the price деген нәрсе айтқанбыз, то есть құнын төлеу. Иә. Бізде осындай бір иллюзия бар. Проблема қатты ондайды. Еңбек етіп нәтиже алуда вопрос жоқ. Еңбек етпей нәтиже алуға деген бір иллюзия бар. Америкада сондай бір бар сияқты болып көрінеді, бір жәннат барсаң, сен бір жақсы болып кетесің деген. Бұған қалай ойлайсыз? Анау долларлар ағашта өсіп тұратын сияқты болып көрінеді ғой, иә. Вот келген мысалы көп өзімнің мен бауырларымды шақырамын ғой. Келеді, соны жұмысқа өзімді көреді қалай жұмыс істеп жүргенін. Сен өзің үйіңде жата алмайсың ғой жұмыс. Бүйтіп айтсақ бола ма? До того қатты жұмыс істеңізші, рак болдыңыз деп айтсақ бола ма? Солай шығар деп ойлаймын мен, иә. Сұрағыңыз жауап береді. И жаңағы не еңбек етуден мысалы ол жақта айтқаныңыз абсолютно дұрыс. Егер де дәл Америкада қазір біздің барған жігіттер сияқты Қазақстанда еңбек етсең, бұл жақта да төмен түсіресің да. Бірақ екі нәрсе бар да, сенің күнделікті жұмыс істеп жүрген кездегі настроениең. Мысалы сен сол еңбекті Қазақстанда істесең, саған западло, ұят, жаңағыдай очки тағып алып, бетің жұмылып жүресің да.
өйткені статусың өзіңнен жоғары да, өзіңнің кім екеніңнен жоғары да. Жоқ, бүйтіп айтсақ бола ма? Сенің ішіңдегі өзің туралы пайымдауың, пікіріңнен сен істеп жатқан жұмысың арасында айырмашылық көп осында, иә? Өзіңе жаңағыдай накручивать етіп алғансың да. Бізде ғана қорқыныш, басқалар не ойлап қалады, анада не ұят болады, мынау ұят болады, ана жақта еркін ғой. Ешкімнен ұялмайсың, не істемейсің, кім не ойлайтын да мысалы. Осы нәрсе қатты кедергі, ең бірінші кедергілеріміз. Бізде кейбір біз бөлім басшыларымен сөйлесеміз ғой. Ең қиын бізде жұмыс істеген адамдар дейді. Студенттерден мынау 2 әріп, 4 әріпті университетте бар, атын айтпай ақ қояйын енді. Сонда университетте оқып келген, ағылшын тілін білетінші. Бұлармен жұмыс істеу өте қиын да, неге десеңіз дейді. Өзі туралы пікірі өте жоғары, жеме-жемегені түк білмейді. Қабілеті сәйкес емес. Сәйкес, то есть ішкі амбициясы мен қабілетіне сәйкес келмейді да. И жаңағы еңбегі жоқ. То есть ойлаңыз, тек қана амбиция бар, болды, голая амбиция. То есть былай айтады да, ана кісілер жұмысқа аласың дейді. И сен клоун құсап, оларды уже сен көңілін аулап отыру керексің да. То есть мынау сәл сен мынау что-то скучный болып кетті деп айтады дейді. То есть айтайын деген нәрсе мынау болып тұр жаңағы және сізді Қазақстанға егер барған болатын болса, ол жақта еңбек ету керек, бұл жақта еңбек етпейді. Өйткені бір себебі ішкі өз туралы пікір өте жоғары деп отырсыз ба? Иә. Мысалы жаңағы болашақтың балаларда сенде көптеген жігіттер оқып кетті, көрсе түсінікпен қарайды деп ойлаймын. Мысалы мен өзімде жұмыс істеп кетті. Қаншама 100-ден аса болашақпен емес, жалпы студенттер бар ғой бізде. Оның ішінде болашағы бар, бірнеше ондаған ше. Кәдімгі грузчик болып істеді, водитель болып істеді өзімнің қолымда ше. Інілерім ғой қазіргі. Қазір араласамыз, жақсы нетеді. И вот солар мысалы жаңа сіздің айтқан сөзіңізге менен постоянно сұрайды, ана суреттерді қоймаңызшы дейді. Енді біз балдармен суретке түсіреміз ғой, жаңағы команда ретінде ше. Енді реклама, Инстаграм қоясың, басқа жақ қоясың деген сияқты. Сол кезде аналарды қоймаңызшы дейді. Мен айтамын, мен ана өмірімді көрмей қойсын дейді Қазақстанға. Қазақстанға барған кезде мен позор боламын дейді. И мен айтамын да, мысалы мен көп жетістікке жеткен адамдар қара жұмыстан бастаған ғой. Дұрыс па? Мысалы өзіміздің президентті алып қарасаң, шахтада істеген деген сияқты. И американский үлкен бизнесмендердің бәрін қарасаң, кезінде жаңағыдай сланцымен отырып солай бастаған ғой жұмысты. Оның ешқандай ұяты жоқ та. Наоборот, мысалы мен өзімнің жаңағыдай сондай қара жұмыстан бастағанды қуанып айтып отырамын да. Неге өйткені маған ауыстырып, оны бір әшекейлеудің керек емес та. Оның бәрі уайым ғой. Мысалы мен сізге қазір басқаша айтсам, ертең анаған басқаша айтып қоюым мүмкін де, өтірік болғаннан кейін. Ал шындықты ашық айтып отырсаң, и ол бәріне де ұнайды да. Ескімізде ғалым ретінде болған не дейсіз? Неғып адамдар бұндай? Неғып ол картинкадан ұялады, қолмен жұмыс істеуге ұялады деп ойлайсыз? Миллениалдардың несі ма, қазір заңдылығы ма сондай ма? Біздің елдегі адамдар миллениал дегенді қолданып әлі ерте сияқты. Бұл иллюзияны мен көп көремін да. Көп. Мысалы үшін Дархан мырзада жаңа несі бар, автомойкасы бар. Айтады да, егер дейді орталап мен қатты жұмыс істеп қажет жоқ. Бір күніге бір 10 сағат, 12 сағат жұмыс істейді мойкада. Жабық мойка, салқын емес, отопление бар. Айына 400-500 теңге табады дейді. Еще там 25 мың жұмыс істейді. 400-500 теңге табады. 400-500 мың ол нормальный ақша. $1,500 болса, Америка 4-5 мың доллар сияқты. Америкада ең аз қанша табады? Мұғалімдердің айлығы мысалы айына 2000-4000 арасында. Кеше мен тоже Америкада Майамидегі бір қарындасыммен сөйлестім, келген бізге разборға келіп сөйлесіп отырмыз да. Анау кісі айтады, қуаныш мырза дейді, мен Вендисте жұмыс істедім дейді. 100 сағат жұмыс істедім аптасында дейді. 100 сағат аптасында жұмыс істедім дейді. Сонда дейді айына 3000-4000 доллар табамыз дейді ғой. 100 сағат деген енді қандай, то есть норма 40 сағат қой. Не еткен? Сонда біз азанында қуаныш мырза 6-та барамын дейді, 7-те барамын дейді. Түнгі сағат 12-де қайтамын дейді. Бізде біреу сөйтіп жұмыс істесе бар ғой. Анау одан көп ақша табады ертең сізге бар ғой. Дұрыс айтасыз. Қызық жерін айтайын ба, тағы да Американың ше. Бұл Американың негізі жері жаңағы бір ондай не емес. Енді мен өзімнің опытымда, мысалы 10 жылда мен Қазақстанға бір 100 досым бар деп айтайын, ағайын туысқандар. Әрқайсының 4 баласы бар да. Әрқайсысы мен кеткен кезде үйленбеген еді. Әр 4-сінде той болды, әрқайсысы үйленді. Әр үйде 5 тойдан болды да. Мен мысалы біреуіне қатысқан жоқпын. И средний айтқанда 500 тойға барған жоқпын да мен 10 жылдың ішінде. Сіз 500 тойға барған кезде қай уақытта жұмыс істейсіз? Дұрыс па? Өйткені біздің салт дәстүріміз сондай да. И ол жерде мысалы өкпелеудің қажеті жоқ. Сен егер демалысқа барған кезде сен демалмаймын деп уайымдап жатпайсың ғой, демаласың ғой. Мысалы той болған кезде тойға сен 3 күн бұрын дайындаласың, 3 күн кейін оны обсуждать етесің. Оның ішінде жаңағыдай сөзі бар деген сияқты. Ойлаңыз, мысалы жай мен 500 тойға бармаған, сол 500 тойдың уақытын есептегенде мен соның бәріне жұмыс істедім да. Ал егер де сіз сол уақыттың бәрін жиыстырып жұмыс істейтін болсаңыз, Қазақстанда да түбін түсіресіз ғой.
жаңағы неге байланысты, хардворкинге, жаңағы Америкаға байланысты. Менде де көргем, жаңағы Филадельфияда айттым ғой, мысалды айтқанбыз. То есть Қазақстанда, Америкада жаңағы кондиционер жұмыс жөндеуден араланбайды. Бірақ Қазақстанда онымен айналысуға араланады. Вообще Қазақстанда соны тренд не болады, қара жұмыс істеуден, или біз құртып жатырмыз, мына Инстаграм құртып жатыр ма? То есть Инстаграм көреді де, оңай бір табыс болып көріне ме, ол қалай деймін да? Неге ол қолмен жұмыс істеу проблема? Проблема болғанда менің өзім ойымда көбіне осындай болады. Мысалы мен келген кезде нелерім күтіп алады, жаңағы Rolls-Royce'пен күтіп алады. Мен айтамын, өзіңдікі ма деп қуанамын ғой. Сөйтсем бір өткен алып келген екен да. Мен айтамын, керек емес маған деймін да. Нең бар, сонымен күтіп ал, таксимен келемін деп ше. Сонда өзіңнің нең бар, сонымен мысалы өмір сүретін болсаң, ол жетістікке жету ең оңай жол да. Өйткені сен GPS-те мысалы өзің локацияңды білмейсің қайда бара жатқаныңды. Ал бұлар өз локациясын білмейді, жаңа өзінің несін жоғары қойып алған адам ше. Білмейді өзі қай жерде екенін. И сен баратын енді арманы бар ғой, түсінікті. Бірақ өзің локацияңды білмейсің қай жерде екенін. Точка Б дейді ғой, қай жерде екенін білмейді. Ал өзің мысалы ең несі қарапайым болды. Барыңмен дейді бізде қазір. Бармен базар болсаң, тез еңбек неге жүріп кетуіңе әсер етеді да. И одан кейін бір еңбек еткен адам мысалы қолмен любой жаңағы мысалы мувинг болсын, болмаса жаңағы кондиционер болсын, ресторанда істейсің, иә. Бір еңбек жасап өзің ойың пікірің ешкімсіз да. Таза өзің еңбегімен соған жетістікке жетіп, соған бір нәрсе алсаң, мысалы телефон сатып алсаң, сен уже жетістіктің дәмін көресің да. И бұл соны көбейте бересің ары қарай. Оңай ғой негізі. Қалай ойлайсыз, егер сіз 10 жыл Америкада болмай, 10 жыл Қазақстанда болсаңыз, жетістікке жете алатын ба едіңіз? Қазақстанда мүмкін деп ойлайсыз ба соны? Жетер едім, ол жағынан мен күмәнданбаймын. Мен постоянно айтамын, Африкаға барсам да 5-6 қараны жинап алып, сол жерде бір нәрсе жасайтын едім деймін да. Өйткені еңбек етсең, любой жерде төленетінін мен кішкентай кезде білдім да, 17-18 жаста болғанда. Бірақ мен бір нәрсем менің өзім ойымдағыдай бола ма деген сұрақ болды да. Мысалы, жаңағы нәрсе ғой айтып отқан, бұл жерде сен жұмыс жасайсың, бірақ басқа нелер қоршаған орта сені бір жерге тығып жібереді да, сен уже өзіңнің киіміңде өзің жүрмейсің да. Жағдайың жақсы болуы мүмкін. Ақша ол проблема емес қой. Дені сау, екі қолға бір күрек табылады ғой. Сен табасың. Бірақ сен өзіңнің жаңағы неңде, өзіңнің киіміңде өзің болмайсың да. Ал менің арманым сол кезде болған жоқ, мен өзіме не ұнайды, соны істеймін дедім да. Ал ақша жағынан менде вообще уайым болған жоқ негізі. Сізде қазір Америкада мотоцикл Харли Дэвидсон бар. Харлидің Ескендір мырзаны білесіз, жақында кеше көрдім. Алғашқы Харли. Мынау кісі кәдімгідей гангстер ғалым. Байкер ғалым бұл кісі қазір. Бір-екі видеоларын, суреттерін қойсақ болған шығар, Ескендір мырза кәдімгідей Харли Дэвидсон қазір ол туралы сөйлесеміз. Ескендір мырза қандай сезімде болдыңыз? Алдын айтқанымдай, андай бір сезім, балалық күйге түсіп кеткен сияқты. Келе жатқан кезінде кішкентай кездегі армандарың есіңе түседі. Мен мысалы үйге барғаннан кейін Жадырамен сөйлесіп, мынандай әңгіме болды да. Бірнеше жыл бұрын екеуміз кетіп бара жатқан кезде Харли өтіпті қасымыздан. Мен айттым да, мынау нәрсе Харли деп. Бұндай міну қайда деп, арманның көкжиегінде де болмаған ғой ол дүние ше. Сосын кеше ана жаңағы бейнелерін, фотоларын қарап ойлап отырмын да. Былай қарасаң қазір естелік болып кетті да. Керемет. Бұл жерде мына кісі Харли дейді, мына кісі Харли дейді, сіз Харли дейсіз, мен Харли деймін, бірақ мына кісі айдамайды Харли. Үйретеміз ғой. Бірінші артына отырғызып айтамын. Әлі айдамайды. Әлі айдамайды Харли. Харлиге отырады деп ойлаймыз. Жалпы Харли әлеміне қалай келдіңіз? Харли мен осы біраз жылдан бері бір суреттерді көріп, неде Лас-Вегаста бір Харлиді көргем, жаңағыдай кастом дейді ғой, тюнинг, көрген кезде анан көріп көзім жанып суретке түсіріп алғам да. Сол сурет әлі бар екен менде айфонымда. Содан мен ондай мысалы, енді ол қымбат хобби да. Мен ол кезде жағдайым болған жоқ. Түсінген де жоқпын ол Харлидің несінше. Просто кішкентай бала сияқты темірге қызығасың ғой. Сосын кейін уақыт келе американецтермен сөйлескен кезде, оказывается, американецтер Харли и дом на колесах деген олардың American Dream дейді ғой. Вот соның топ екен да. Болды, сен пенсияға шыққан кезде әрбір мысалы жұмысшының жаңағыдай средний алғанда арманы пенсияға шыққан кезде Харли алам, дом на колесах алам да семьямен қыдырамын дейді да. Олардың цели сондай да. И солай олар өмір сүреді. Сол кезде мен ойладым, кейін ол нәрсені тасана не дейді ғой, жаңағы bucket list дейді ғой. Соған қойып қойдым. Харли бар, оның ішінде анау бар, көп нәрсе бар да оның ішінде. Сосын қай кезде алатын, енді уақыты келеді деп мен оны бір андай кредитке болмаса не ондай болған емес, менде ондай бір жажда болмайды да, бір нәрсені сатып алу керек ертең деп ше. Просто аламын да суретін етіп армандап қоя саламын. Визуализация жасайсың да? Жасайды, қоя саламын, болды, ұмытып кетесің кейін. Бірақ мынандай кезде мысалы Харлиді бастағаным, ковид басталды ғой өткен жылы. Ковид басталған кезде ол ешкім күткен жоқ та. Бірақ мен инвестицияға кішкене қызыққаннан кейін рынокты изучать ете бастадым да. Рынокта всегда мынандай ғой.
И сол кезде рынок түсетін уақыты уже жақындап қалды деген әңгіме болды ғой бәр жерде. Уже рынок 2008-ден кейінгі бір құлайтын кезде ше. И сол кезде мен уже рынок құлаған кезде кризис қой енді былай айтқанда. Кризисте халықтың жалпы настроениесі түседі да. И сен мысалы екінші адамға креативность, ол возможность да. Мысалы қазір үлкен кісілердің бәрі сол кризистің кезінде көтерілген да. Мысалы 90-шы жылдың кезінде қанша адам мысалы миллиардер болып отыр қазір, иә. Америкада сондай да. И сонда мен халықтың настроениесі түскен кезде маған наоборот адреналин керек дедім да. Өйткені маған возможность керек. Сразу Харли іздедім, бір Харли алдым, 1-2 күн жүрдім. Бірінші рет өмірімде сол кезде алған кезде айдадым да. Айдап көргенсіз ба оған дейін? Айдап. Ну, басқасын айдадым, бірақ Харли айдамаған. Алдым да сразу айдап. Сонда до того адреналинді алған кезде білесіз ғой Харли айдайтындар ше. Бірінші аптада, екінші аптада тағы біреуін алдым ғой барып. До того адреналиннен ұстай алмай қаласың ғой өзіңді ше. 2 Харли алдым, екеуін. И жаңағыдай біреуін айдайсың, екіншісін тюнинговать етемін мен. Ол менің хоббиім да. Офисіме қойып қоямын, заттарын алып, салып, европейский стильде істеймін да. Бірақ Харлидің жаңағы Поршенің моторы деген сияқты өзіме ұнайды. Сол Харлидің берген адреналині мен оны қазір айтып жеткізе алмаймын да. Мысалы, действительно, өзі қорқыныш, ковидтің кезінде солай болды ғой. Тем более бизнесте білмейсің ғой не болатынын қазір. Сіздер ковидтен қалай шықтыңыз айтпашты? Бізге қатты білінген жоқ. Білінбегенде өйткені бізде адамдарға наоборот қаланың сыртына көшті, бизнес қайнады. Енді несі қиын болғаны жұмысшыларға қиын болды. Өйткені маска кигізіп қойды да. Ауыр жұмыс қой, маскамен соларға қиын болды да. А былай бизнес наоборот көтерілді. Харли ағаның көтеріп кетті десеңші кәдімгідей, иә? Ковид вирус сияқты болды Харли. Шектеу қойған жоқпыз. Антивирус па қалай? Америкалықтардың арманын жүзеге асырыпсыз ғой. Харли алдыңыз, одан кейін жаңағы Дон Макелесақ дейді, ә? Оны осы Дон Макелесақ осы жылы алдым мен. Осы жылы алдыңыз, иә? Осы жылы көктемде. Сол кезде америкалықтардың арманын барып өзіңіз сол жақта жүзеге асырып жатсыз. American Dream деген болса ғой. American Dream, иә. I have a dream деп кім айтып Жалпы мысалы енді ауырдыңыз мысалы, иә, кезінде. Анша-мұнша ауырдыңыз ғой. Одан кейін өзіңіздің ойыңызбен бірге жұмыс жасадыңыз. Жалпы мынау жұмыс кестеңіз өзгерді ме? Қалай өзгерді одан кейін мысалы? Бұрын 20 сағат жұмыс істедім деп жатсыз мысалы да. Қазір қалай болды? Или одан кейін ол табысыңызға әсер етті ме? Аз жұмыс істеу керек пе екен, көп жұмыс істеу керек пе екен деген көзқарас қалай сізде қазір? Иә. Бірінші мен ойлағаным былай болды да. Мен мысалы ол дәл сол мен ауырғанша бір 30 адамдай жұмыс істейтін еді. Жаңағы командада. Мен 30 адаммен мынандай жерге жетіп отырмын да. О, жоғарыдағы адамдар вообще кеткен шығар дедім да, уже денсаулығы жарамай қалған шығар деймін да. Значит, мен дұрыс істеп жатқан жоқпын да. Дұрыс па? Ана велосипедпен же машинамен жарысқан сияқты болды да менікі. Сосын ойлаймын, так онда велосипедті өзгерту керек. Жаңағы не дейді, тулс дейді ғой. И сол кезде менде бизнестен құрал жабдықты өзгерту керек та. Мысалы, велосипедтен мотоциклге отырасың, тезірек жүреді, одан машинаға отырасың, кейін спортбайк, самолет деген сияқты. Сонда сол кезде мен түсінгенім, бизнес бұл құрал екен да. Бизнеспен өмір сүрудің қажеті жоқ. Бизнес ол сенің арманыңа жететін құрал да. Өйткені бизнесті сен мысалы қазір көп сол сұрақ болады ғой, қалай бизнес бастаймын, қалай не деп ше. Менің ойым, сен егер де алдындағы жаңағы vision болса, мысалы видение, видениең болса, и сен соған қарап мысалы бизнес таңдайсың да. А видение жоқ қой, проблема соқтан туындайды ғой. Көп адамда видение деген арман ба? Бізде бизнестің видение деген сен өмірлік жалпы деймін, бизнестің жүрмей жатқандығы арманның жоқтығынан шығар деймін да. Мен солай деп ойлаймын, потому что өткенде де айтып келдік қой, жаңа неге табиғатты аралап келесің да. Табиғатты аралап келгеннің бір жақсы жері, бір жаман жері шығын көп, бір жаман жері. Енді өйткені мысалы үшін мотоцикл алу керек, не алу керек. Бірақ бір жақсы жері сенде анда бір табиғи қажеттілік пайда болады, мотивация керегі жоқ саған ше. Өйткені сен ана шығынды көргеннен кейін білесің не үшін істеу керек екенін ше. Жалпы мен сол тағы да не қылатын, көп жерде өкінішке орай арманнан проблема ғой, жоққа арман. Видение деген арман болмаса қалай қиын ғой енді. Ну менің ойым мысалы қайда баратыныңды көре алу, иә, соны. Көре алу, иә. Ол неге көре алмайсың, өйткені сені қалауыңды өзің білмейсің, түсінбейсің. Жоқ, сені просто алдыңда басқа нәрсе көп та. Басқа мысалы жаңағыдай стандарттар бар ғой бізде. Қандай стандарт? Мысалы сен жаңағы прокурор болуың керек та. Әке-шешең сен прокурор болсын деп оқытқанда мектепте құйған ғой басыңа. А саған ұнамайды да ол мысалы. Просто мен айтып отырған пример. И содан сен сол зданияның төңірегінде жүресің да. Негізі бұл сен балықшы болуың да мысалы. Саған ұнайтын нәрсе ше. И сен балық бизнесінен миллионер болуың мүмкін ғой. И сол нәрсені мысалы сен егер де көпшіліктің жаңағы қойған стандартынан өзіңді шеттетіп қалсаң, содан барып саған уже ой келеді да, идея. Қараш, жаңа сұрап отырмыз ғой, неге қазақтар мысалы бәленбай сағат мына жақта жұмыс істеуге дайын емес, айталық жаңа көлік жүргізуге. Бірақ тура соны Америкада істеуге дайын. Өйткені Америка арман береді ғой саған. Бізде Қазақстанда тура адам, сол адам осы жерде еңбек етуге мүмкін да, мысал ретінде, идея ретінде қарап көріңіздерші, дайын емес,
мысалға ол прокурорлыққа болсын басқаға болсын өйткені ананы құрал ретінде көріп тұрған жоқ қой, ол не үшін керек екенін түсініп тұрған жоқ та. Ана жақта сенің арманың үшін ол құрал ретінде сен қабылдап тұрсың да. Саған Америка арман бергеннен ана жақта сенде арман жоқ та. Мүмкін ойлаймын да, егер біз балаларға арман бере алған болсақ, ол прокурорды да балықшыны да басқаны да құрал ретінде істей алатын еді ғой. Жоқ, одан бөлек мен бір ойлағанымша Қазақстанға Конституцияның күнінен тойладық, не қылдық. Бірақ нәрсесі көреді, әрбір азаматтың бақытты болуына жасалу керек деген сияқты. То есть шынымен де егер бізге Американың бір жақсы жері, Американың дрим дейді ғой, бір жақсы жері, әр адам өзінің потенциалын ашуға ешкім кедергі жасай алмайды. Ата-анасы да кедергі жасай алмайды. Көршісі де кедергі жасай алмайды. Ал өкінішке орай біздің жақта Қазақстан жаман деп маған еш білдірмейді бұл. Ол білдірмейді ол. Ол қазіргі факт. Өкінішке орай анау адамның өміріне бүкіл адам араласады ғой, түсінесіз ба? Бүкіл адам араласады. Элементарно мен есімде, мен ресторанның кезінде сізден 30 адам болса, менде 700 адам болған. Ана жынданып кете жаздаған, мен 700 адам оңай емес, семіріп быт болып кеткен. Бірақ соның өзінде мен кейін түсініп, мен де ауыр, қатты қиналдым бар ғой. Кейін сүйікті ісім, мынау білім саласында өзім мұғаліммін ауысқан кезде талай адамдар айтты да, сен не енді там инфобизнесім болып кеттің ба, анау деп. Қарашы, айдаладағы біреудің мен уже жәлелдеп тастағам кім екенімді. Соған қарамастан маған андай айтады да, жаңағыда сен типа құрды сонда не басқа бизнесің жоқ па? Қалай бұл да бизнес қой деп түсіндіру қиын да адамға. Сіз айтып отырсыз, Марғұн ағаны дәл сондай ғой, мысалшы. Қандай миллиардер болған адамға инфобизнеспен айналысып жатса, қазір істейтін жұмысың жоқ па одан басқа, не қуып кеттің деген сияқты. Арманжан Байтасов таңғалып сұрақ қойып отыр ғой. Бұл саған не үшін керек дейді да. То есть бір адамның әшейін өзінің ұнайтын нәрсесімен айналысуға құқық бермеу бір түрлі да. Ол тұрмақ біздің мотоцикл айдағанның өзінде де көп, еще енді менің характерімді біледі, көп подписчиктер қатты не қылмайды, енді ше, қатты қарсылық білдірмейді. Бірақ баяғыда не қылған кезде көп адам сен жындысың ба, ол ақшаны лучше бере салсайшы басқа біреуге деген логикамен жүреді да. Ойлаңызшы, бір адамның әшейін мотоцикл айдағанына көре алмаған адам ертең ол адам балықшы боламын деп қуып кетеді. Мына бір кісіні көрсеткім келеді, Дәлел деген кісі Инстаграмда. Красавчик кісі, анау ше, мен құдағысы келесі ауыл шаруашылығына айналысатын ше. Ана комбайндар, мобильді график үйреніп алған. Мобильді нені комбайндардың суретін салады, тамақ ішіп отырады, ана машинада тамақ ішеді да суретке түсіреді да, типа мен футблогермін деп айтады ана ше. То есть міне осы ғой, түсінесіз ба? То есть мен андай бір блогер деген шетелде оқыған ба? Иә, шетелде оқыған, иә. Шетелде оқып келген. Америкада оқып келген. Фермер ғой. Ана бір жігіт барады, Ержан бе еді, кім еді? Глобалда курьер болып жүріп, соның сторисін айтып, там сол ковидте миллион теңге тапты бар ғой. Айтайын деген нәрсем, адам немен айналысатыны маңызды емес, шынымен өз жұмысын егер сүйетін болса, бірақ шынымен pay the price-ын ұмытпау керек та, құнын төлеу, құнын төлемей алу. Өткенде Марған ағамен жақсы сөйлестім де, қуаныш айтамын да, аға мен бір жек көрген бір адамда жек көрген адам болса, бір қасиет үшін жек көремін. Негізі екеу, біреу наглость, екіншісі неблагодарность. Сөйтсем былай айтады, қуаныш, сен жек көру нормально, мен де жек көремін. Неге десем, неблагодарный адам ол ұры ғой дейді да. Неге десем, ұры не істейді? Сенің затыңды алады, ол үшін ештеңе бермейді, ұры. Екіншісі рахметі жоқ. Үшіншісі мойындамайды дейді да. Міне бұл ұры. Сен ұрымен сөйлесе аласың ба? Жоқ. Неблагодарный адам дейді. Тура болсын дейді да. Сенен бір зат алады, орнына ештеңе бермейді. Рахметі жоқ, ұры. То есть айтайын деген нәрсем, біз анау өзіміздің еңбегімізді қоюға, то есть өзіміздің күшімізді салуға соны бір үйренсек, то есть мынау өмір өзінен өзі пайда болмаған. Сіз жаңа айтып отқан сол, мысалы үшін келсек, таке красавчик, $1 миллион тауыпты 5 жылдың ішінде өткен сөйтіп айттық, таныстырдық. Мықты. Бірақ артындағы еңбекті қарасаң, $1 миллион керек емес деп қалуы мүмкін де көрдіңдерші. Бұл миллион тапқанша одан қайта тыныш жүре берген дұрыс деп пейде жаза берген. Ал не ойыңызды ары қарай жалғастырыңызшы, жаңа ғана уақытқа қатысты көп жұмыс видение дедіңіз, одан кейінгісі ары қарай тағы ойыңызды айтпадыңыз. Мысалы сен бизнес менің түсінуімде ол құралда, мысалы сенің арманыңа, болмаса жаңағы миссияңды орындауға. Сіз мысалы жаңағы әртүрлі бизнестерде болдыңыз ғой, оның бәрін көрдіңіз да, құралмен қалай жұмыс істеу керек. Бірақ әлі миссияны білген жоқсыз, дұрыс па? Ал қазір мысалы айтып отырсыз, миссиямды білдім, сол жаңағы білім беру не жағынан деп ше. И бұл мына бизнес құралды сізге. Сол сияқты мысалы адамда уже не бар кезде жаңағы арманың, өзіңнің целің да, сол кезде сен уже құралды табасың да. Сен ол кезде айлықтағы жұмыс жеткізбейді, мына бизнес жеткізбейді. Бизнесінде түрі көп қой. И соның ішінде мысалы өзіңе ұнайтыны и арманыңа жететінін таңдасаң, и ол уже сол мен қазір бақыт деп ойлаймын да.
енді оны менің өзім ойымда оны ешкім тауып кетпеген да. Өйткені ол соны зерттеумен өтіп кеткен адамдардың бәрі ше, небір ғұламаның бәрі соны зерттеумен өтіп кеткен. Оны тауып алса бәріміз соны алып сие бермейміз ба? Бір нақты бір жол жоқ дейсіз ғой, конкретно стандарт рецепт жоқ та. Мынаны істесең сен мынандай боласың дегенше. Өйткені әр адамдікі уникальный ғой. Жоқ, ана кейбір кісілер болады, Қуаныш мырза дейді, жетістікке там гарантированно жететін жолын айтыңызшы деді, айналайын, гарантированно жететін жолың болса мен бұл ақыл $1 миллион тұрады ғой дейсің ба? Ол гарантированно болатын болса, гарантия жоқ қой. Өйткені бірнеше вариант бар. Кеше біз не туралы сөйлестік, басында адамдарда инструкциямен жүреді, бір белгілі бір деңгейге дейін. То есть адамның өзі пікір айтуына синтез дейді ғой. Пікір айту үшін бірнеше не керек та? Бірнеше бір варианттар керек. Одан кейін бар өзі бір пікір, 4-5 варианттан кейін қосып өзінің вариант шығарады. Кеше мына нәрсені байқадық біз. Кәсіпкерлермен жұмыс істейміз. Өкінішке орай кәсіпкерлерде андай бір синтездеу, өзі бір идея шығарудан проблема бар. Өйткені неге деп қарадым? Қарасақ та кітап оқымайды. Сіз енді бұған қалай кітапқа ойлайсыз? Кітап деген нәрсе мысалы арманда кітаптан туындауы мүмкін ғой. Бағана ойын бітірмеді. Қазір соған мына кітап туралы екеуі как раз келеді. Мысалы пасты жаман бердің бе? Бар ғой, аяқтың сыртымен бар ғой. Мысалы кітап туралы ол ментор туралы мәкеме Ақтауда помнишь сөйлесіп едік қой. Мысалы мен өзім өмірімде былай істедім да, ол ерте бастан, ол мектеп кезден болған. 30%, мысалы 100% мен уақытым болса 33-ке бөлдім да. 33%-ін мендегі алдағы адамдармен өткіземін да. Мысалы, сіз бизнесте болса, менен алда, мен сізден үйренемін. Болса, Құлан мырзадан үйренемін, Мәкеңнен үйренемін да, сол әркімнен. Ал егер де сіз уже менің алдымда болмасаңыз, мен ары қарай іздеймін, кім менің алдымда. Сонымен келіп кітапқа кіріп тірелдім да мен. Өйткені сіз мысалы қазір мына Марғұлан ағамен кездестік, бұның бәрі негізі бізге берілген осы заманның бұл ең оңай нәрсесі деп ойлаймын да. Ол бұрынғы кезде болмаған ғой. Сен жаңағыдай турға $10,000 алып бара салу деген бар ғой. Ол негізі ол ақша негізі ол өзін ақтап тастады да. Миллион есе ше. Сонда адам өзінің бүкіл жаңағы жинаған білімін кітапқа жазып кетеді. Бүкіл өйткені аудитория таппай кетеді. Анау қазақта сөз бар ғой, тыңдалмаған сөз жетім дейді ғой. Сөзіңді сен тыңдайтын адам болмаса, ол жетім, содан білімді бәрін нелер адамдар жазып кетеді да. И ол ең жақсы ментор да. Түсіне алсаң, кітапты оқи алсаң, и сол авторды таңдай білсең. Мысалы мен өзім кітапты до конца оқыған бір 2 кітап бар шығар. Осы 500-ден көп кітап оқып тастадым деп айтамын. Бірақ до конца оқыған бір 2 неге өйткені сен бір жартысы 30%-ін оқыған кезде, особенно бизнес туралы, өмір туралы, философия туралы кітаптерді 30% оқыған кезде автордың идеясын түсіне бастайсың да. Түсінбесең ары қарай оқи бересің, түсінсең сол жерден қоя саласың. Менің подходым сондай да. И содан кітап ол обязательно сенің менторың да. Ал енді кітаптың тағы бір қызық жері, мысалы тірі ментормен, мысалы сізбен, Мәке сізбен, бірақ жігіт болады да, ол сізден төмен, бірақ оның эгосы ұрып тұр да. Ол сіздің сақалыңыз ұнамайды, болды, ол саған бармайды да. Дұрыс па? Просто айтамын да, ол просто факт та. Ал кітапта ол ренжи алмайды ғой. Ол әшейін әріп қой ана жерде. Сонда оған кіреді да ол. Негізі эгоға қатты әсер етеді да, тірі не. И кітап, мысалы, онлайндар қазір не үшін популярды болатыр? Өйткені адам жоқ қой. Сол кезде анау үйренетін адам эгосымен спокойно кіреді да онлайнға. Ал сен прямо айтатын болсаң, ол өкпелеп қалады. Ой, мен өзім білем деген нәрсе қатты ұрады ғой. И менде сол 33% соған уақыт бөлу. Кітап бірінші, одан кейін жаңағыдай сіздер мен Марғұлан аға сияқтылар болса, мен мысалы Американың жаңағы высшее образование тастап кеттім. Бір курстан кейін ше оқыған жоқпын. Түре деген сен бірінші курстан тастап кеткен де? Бірақ мысалы сол 50 мыңға мысалы мастер жасайсың да Америкада. Бірақ мен өзіме салған инвестиция бір 4 мастердің ақшасы кетті да. Адамдармен кездесу, мысалы Тони Роббинс бар. Ең қымбат не қайсысын деп айтасыз? Гонкордға бардық мына біздің неге встречаға. Ең қымбат төлеген ақшаңыз тренингтерге, осы курсқа. Ең қымбаты Тони Роббинс солар болды ғой деймін. Мысалы обед $1,500, $2,000 мысалы сондай да. И плюс еще нені аласың жаңағыдай бірақ сен 15 минут уақытын аласың да. И бұл жерде сен жаңа не ғой студент боласың да өзің. Бүкіл мысалы Тони Роббинстің өмірін бәрін зерттеп, кітаптарын бәрін оқып, уже сол жерде жоқ информацияны мен жазып алып осы 15 минуттың ішінде алуға тырысамын да. Сол кезде сен уже болды ана адамды полный түсінесің да. Сенің таза менторың бар. Прочухал его, да, үшін. Болды ары қарай келесі адамға ауысып кете бересің. Жаңа Тони Роббинстан ең алған инсайтыңыз қандай? Тони Роббинстан мен 4-5 семинарына бардым да. Сонда соңында бір сұрақ болды, бұл философский сұрақ шығар. Мысалы былай болды. Арман дейді, карта желания дейді, басқа дейді, цель қоясың. Оның бәрі уже бар нәрсе ғой, адам қоя алады. Жарайды, сенде бар, арманың бар, мынау бар, бәрін жазып тастадың, картинаны іліп тастадың, уже көріп тұрсың да. Бірақ сол нәрсеге қалай тез жетуге болады деген
сұрақ болды да менде. Шымкентский сұрақ қойыпсың ғой. Жестко. Маған Тони Робинсонға қойдыңыз ба? Тәке дедіңіз ба? Тәке дедім. По факту, конкретно, мыжбай. Ауылдан атам айтқан еді, мынаны сұрашы деп те. Ана болды ғой. Айт, жарайды, ақшасын төлейін құрсын дедіңіз. Конкретно маған жауап беріпсіңіз. Екі қойды сатып, мені жіберіп конкретно сұрақ мынау дедіңіз ба? Қалай мен тез жетем дедіңіз. Сосын? Сонда қалай... Тәкең, во-первых, ол таңға қылған шығар еді, жарема деп. Жоқ, ол кісілер машина ғой, жауап бере береді ғой, автомат сияқты ғой. Сіз ол айтады, сенің деңгейің түсінеді да. Мысалы, сен арман қоя алмай жүрсең, ол соған жауап береді да. Ол былай қой дейді да. Сен арман бәрін қойып тастаған, сен соған жетуге келген кезде ол уже басқа уровень деп түсінеді да олар ше. Сосын айтады, бір дем алып алды да, тыңда дейді, мен қазір айтамын. Екі сөзбен түсіндірді маған. Сол дәрежеге дейінгі күтетін уақыт сен настроениеңе байланысты дейді да. Сен соны уайымдап, жаңағыдай уайым қайғы, ана жерде ішің пысып, шыдай алмай өтсең, оған жете алмайсың да, алыстай береді. Ал сен егер довольно күліп, жаңағыдай хоббиларыңмен айналысып жүрсең, саған тез жетеді екенсің да. Сонда бұл жерде қазір енді көп популярный болып жатыр ғой, жаңағы low attraction дейді ғой, такое притяжение деген нәрсе. Вот соған да сай келеді да. Сен затты сен алмайсың да, затты тартасың да өзіңе. Ол неге қызған айтады, оны затты қалай тартасың? Мысалы бізде үй алу, бір сол үйді ана дүниеге алып кететін сияқты ощущение болады ғой. Ана үй алатын адамның амбициясын көрсеңші, сол бізде ше. Как будто сол үйді ол ертең кірпіштерін алып кететін сияқты да. Ал американецтерде үй арендада тұра береді. Телефон, машина, бірақ сізді сатып алдыңыз. Мен де сол амбициямен алдым. Сосын өткен бәндәшілікке салдың. Иә, бәндәшілік. Одан кейін саттым. Қаншаға алдыңыз? $467,000. 467 мың. Бәндәшілікке $467 кетті сосын. Сосын өткен жыл ковидті басталған кезде саттым да, соны мен наоборот жаңағыдай арендный жильеларға салып тастадым да. Өсетін. Уже өзім арендаға көштім. И жаңағы ақшаны мен лучше инвестировать еттім да. Болды. Ақша көбейеді и тапқан табыс мен тұрып жатқан квартирамнан 4-5 есе көп та. Сол. Сол нәрсені біз любой нәрсені негізі жалпы алғанда арендаға аламыз да. Сатып алсаң да ол аренда. Мысалы машинаны қанша машина ауыстырдық қой. Басында ойбай бір жаңағыдай махаббатпен аласың ғой. 2 жылдан кейін махаббатың өшіп қалады да, новый Lexus шыққан кезде ше. Дұрыс па? И кетеді да. И әр нәрсені сонда жаңағы менің айтайын дегенім, затты өзің жүрегіне салмау керек. Ол материальный зат та. Оны қолдан Тони Робинстің айтқан нәрсесі келеді, бірақ сен күт дейді, болды. Жақсы настроение. Күткен кезде өзіңді жаңағыдай вибрация дейді, настроение дейді, мысалы. Иә, вот сол өте важный екен да. Маған Артем менторымыз Артемға біз енді ең көп салған ақшамды Артем деп ойлаймын, енді $100,000 астам, конкрет айтпай қояйық. Сонда Артемнің бізге есіңізде ме біз істеп жүрген кезде бір жаттығулар жасап жүрдік қой. Турасында сенде өзіңді бір планыңды, мақсатыңды қоясың. И сонда ол типа альфа состояние деп атады. Соған істейді да, сонда айтады да, Қуаныш былай ойла дейді да. Сен машина заказ беріп қойдың, ол келеді дейді да, жолда келе жатыр. Сен сол настроениемен жүр да, сен машинаны көретіндей настроениемен жүр депші. Мысалы Toyotаға барсаң да бір машинаны алу үшін 2 ай күт дейді ғой мысалша. Жаңа задаток беріп қойсың $1 миллион, изи күтіп жүресің, точно білесің да, мысалы 2 айдан кейін сен точно ана машинада отыратын. И әдемі сезімден бір болғанша бір көңіл күйің сонысымен қой. Жоқ, ана сондай дейді. Күту деген нәрсе енді андай жатып күту емес қой енді. Жоқ. Сен өзіңнің өйткені ең қиыны ол бос уақытты өткізу ғой. Негізі. Жаңағыдай занят болу, ол оңай да. Сен любой адамға барсаң, әңгіме айтайық, шай ішейік десең, ол әйтеуір әңгіме ғой, дұрыс па? Бірақ өзіңмен спокойно ойланып, өзіңнің состояниеңді жақсы күту ол енді сол да. Ол үшін енді жаңа исламда неде намаз бар, басқа сол состояниеда болу үшін медитация мысалы. Тәке, мынандай сұрақ та, сіз айтып жатсыз жаңағы американецтер жаңағыдай үйдің құнын аренда тұра береді дейсіз ғой мысалы. Олар да қалай қарайды ескі заттарға, мысалы, көлікке, мысалы, біздікілер деген анау уже өткенде әңгіменің арасында айттыңыз ғой, сол теманы бір ашып берсеңіз. Шымкентке бір темалар айттыңыз ғой. Темалар айттыңыз ғой. Жылдан байып кетудің Америкада. Жылдан болғанда затты мысалы олар затты мысалы саған қызмет ететін ретінде түсінеді да. Мысалы аяқ киім саған қызмет етеді. Сенің статусың емес та, олардың түсінуінде. Ол саған қызмет етеді. Аяқ киімің уже қызметін орнында болған кезде сен ырзашылықпен оны лақтырасың да. Оларда жаңа donation деген бар ғой. Лақтырмайсың, бересің біреуге. Біреуге бересің да, өйткені саған ол қызмет етіп. Тегін беріп жіберу керексің. Без разницы, өзіңе байланысты. Мысалы біреулер ырзашылығымен тегін бере салады. Мысалы көп адамдар ше. Өйткені ол
мысалы мен өзімде мынандай болады да, кейде болады, ол мына нәрсе мысалы болды өзін уже ақтап тастады деймін да, оны тегін бере салсаң Дархан мырза сіздің Харлиіңізді сұрауы мүмкін ризашылығымнан бересіз. егер де ол кісіге мысалы егер де мен Харлиден уже нетсем жаңағыдай тойып ары қарай болса бере саласың ғой, ода тұрған жоқ. Бірақ алу да мақсат, басындағы мақсат қой. Егер де сіз жаңа айтып отырсыз ғой, Харли любой нәрсе басында қандай эмоция береді, сол эмоцияның арқылы сенде инсайт пайда болады, соны қолданасың, қалған нәрсені басқаға да берсейші, бәрін қайдалып кетесің. Ал сізге сонда тегін берген моменттер болды ма? Тегін болғанда, енді ол былай айтылғанда тегін болып есептеледі, бірақ ол тегін емес. Мысалы, бір адамдар болады, сен жақсы әңгіме аласың, басқа жағынан көмектесесің да. Сосын көшіріп жүрген кезде сізді мысалы жақсы сервисіңізге қарап мысалы айта салу мүмкін, ана затты ала сал деген сияқты. Мысалы бізде көп нелер болады, жаңағыдай үйлер көшеді ғой, үйінде заттарын қарайды да, маған керек емес, бәрін ала салыңдар дейтін болады. Ішінде келеді да, мысалы балдар ақтар болады, PlayStation'дер кетеді, басқалар кетеді мысалы ше. Өйткені оған керек емес та. Сол нәрсе ол жүрегіне байланбайды. Келді, кетті. Екінші қызық нәрсе мысалы затты біз көбінесе ақшалай цель қояды ғой. Мен қазір көп естіп жүрмін да, мысалы Қазақстанда ше миллион деген кәдімгі бісміллә деген сөз болып кетті ғой қазір ше. И ол миллион негізі затты алған кезде мен өзімде мысалы ақшалай цель қойған жоқпын ешқашан ше. Мен өзімде образ жизни дейді ғой. Мен сондай цель қоятын. Конечно, артефакт. Мысалы айтамын, менде осындай бостандық болсын, мен осындай баратын жеріме барайын, қыдыратын жеріме қыдырайын, қалаған машинамды алайын деген сондай мақсат болды да. Бірақ ол машина қанша тұратыны маған қызық болған жоқ ешқашан. Қазірге дейін. Ақшасын уже кейін санайсың да сол машина. И не үшін олай ойлайтыным менің кішкентай кезде түсіндім да. Өйткені мысалы біз енді үйде намаз оқып, ислам неде өстік қой. Сонда Құдайдан дұға жасайды ғой. Мысалы машина бер, үй алып бер дейді да. Бірақ Құдай саудаласпайды ғой, қанша қаласың деп. Дұрыс па? Үйді қанша аласың, қандай машина аласың, қанша қаласың деп саудаласпайды да. Сұраған нәрсеңді береді да. Сонда сен өзің ана жерге бар, бухгалтеріңмен бар, миын ашытасың да. Прямо сұрада келеді, өзі келеді, қалай келетін ол сенің шаруаң емес да. Дұрыс па? Біреуді себеп қылады, болмаса өзің бір еңбек етесің, басқа жағынан береді, солай ғой. Ал егер сен ақшалай қоятын болсаң, ол уже бухгалтердің жұмысы да. Ол жаңа Марғұлан аға айтпақшы, бухгалтердің жұмысы ол арттағы нәрсені есептеу ғой, алдағы емес. Біріншісі жаңа кітап болды ғой, 3-тен 1-ші уақыттың. Екіншісі мен мысалы өзімнің уровендегі адамдармен бөлісу да. Мысалы өзің түсінетін адамдармен бөлісесің да. Ал үшінші уақыт 33% уақытты өзіңнен төмен адамдармен бөлісу ше. И вот сол принципті қолданған кезде уже не жүреді екен да жаңа флоу. Жоқ, қараңызшы, сіз Шымкентте жүрген кәдімгідей адамсыз. Бұл идея қайдан келді сізге? Идея мен волейболдан облысқа дейін ойнағанмын мектепте. Сонда мен волейболды мектептің уровенде жүргенде, волейболды мен мысалы күндіз тренироваться етеміз өзіміз, жаңа үлкендермен. И сосын олар біткен кезде мен дополнительный 2 сағат кішкентайлар үйрететінемін да, қыздарды, басқа класстарды. Просто мен де татуаны жақсы көретінемін да, енді спортпен айналысқанда. Өзім уақытыма. Сонда ешқандай ол ақша жоқ қой, тегін. Бірақ сол кезде мен түстім да, көп үйреткен сайын сенің өзіңнің техникаң күшейе береді да. Неде Дания қазір мықты ойнады ғой, осы чемпионат Европада ше. Сол Данияда екі нәрсе бар екен де чемпионаттанда. Біріншісінде счет жоқ. То есть счет болмайды. Адамдар уақыт ойнайды. Білмеймін, мынау жеңді деп сонда айтады екен да. Екінші тағы да ереже бар екен, 30% өзінің жоғары лигасымен ойнайды екен, 50% өзінің несімен ойнайды екен, 20% өзінің төмендерімен ойнайды екен. Тура сол. Сонда ана бала адам бірінші төменнен бастайды екен, ұтады да, кейін өзіне келеді, кейін жоғарысына шығарады екен. Сонда ана бала техникаға қатты дамиды екен да. Негізі кез келген профессионалдық клубтарды қарасаңыздар, футболда жаңа сезон басталып отқан кезде енді команда қалыптасып жатады ғой. Өте 3-ші лигада командар алып келеді. Алғашқы 2 ойын сонымен бастайды. Аяқты үйретіп команданың пока наработкаларын істеп алу үшін ше. Одан кейін бастап күшейте береді. Барған сайын сезонға дайындық кезеңін қарайсаңдар, предсезонка дейді ғой. Вот сол кезде уже соңына қарай мықтылармен көрсете бастайды. Біздің 5 жасында ғой. Уже мықтылармен нағыз сол кезде уровень көреді сол кезде ше. Құпия кітабында да тайлопстық жазылған ғой. Құпия кітапты көп адам негізі қатты түсінбеді негізі. Бірақ неге байланысты? Марғұлан аға осы постоянно айтады да, үлкен глобальный цель қоймаңдар дейді да. Керек емес дейді глобальный цель қойыпшы. Сендер кішкентай мақсат қойыңдар, соған жетіңдер. Жеткен кезде сен самооценка көтеріледі, сол кезде сенің ана кішкентай жетістікке жетпестен бұрында үлкен болып көрінген саған цель кішкентай цель болып көрінеді дейді сағаншы. То есть сен үлкен глобальный цель болып көрінген кездегі нәрсеңе сен әшейін бір кезекпен жете бересің дейді да. Негізі осы да маған қатты не қылады ше. Эйнштейннің айтқанындай ғой, сен өзіңнің ойыңды 2 сөзбен жеткізе алмасаң, значит өзің түсінбейсің дейді да. Мысалы көп адамнан мысалы арманың не десең кетті ғой, 2 күнді вебинар болып кетеді ғой сол кезде.
өзі білмейді да. баяғыда жүрген кезде анау біз Манасын жыр жаттаған Байбақынға келіп айтады. Сол жақта 2 күн бойы Манасын жырын жырлаған сияқты жырлайды ғой. Бірақ твердый нәрсе айту қиын. Мысалы қараңызшы, сіз бағана айттыңыз ғой, одан кейін ауырғаннан кейін аз уақыт жұмыс істеп көп нәтиже жасай алдыңыз ба, қалай болды? Ол яғни Паретоның несі сияқты 80-20 ғой мысалы. Қазір қанша уақыт жұмыс жасайсыз и қалай болады? Қазір жұмыс мысалы кайзеннен бері вообще менде аптасына 1 күн 2 күн максимум. И то жарты күннен де. Өйткені 2 күн жұмыс істейсіз болды? Иә, максимум, иә. Мысалы мен жаңа бизнестеріме арналған уақытым ше. Демалыстан бөлек кезде да. Ал бірақ ол жұмыстың бәрі мен 10 жылда уже жазып тастағам да. Қанша бизнесіңіз бар? 3. Қандай? Мувинг, Недвижимость, мувинг и IT. тоже мувинг басқа. Инвестиция, как мен бизнес деп санамаймын, лашин как бы не ғой. Жұмыс істеу негізі ең оңай нәрсе да, менің түсінігімде. Жұмыс істеу ол оңай, бірақ ойлану ең қиыны да. Мысалы бізде қызық жері американецтер 80% уақытын ойлануға жұмсайды. Отырып сызат, анау нелі жаңағыдай бар ғой, архитектура сызған, үй сызған сияқты. Миллиард туда кетеді. Иә, и сызат и 20% жұмыс та. Ал бізде, мысалы СНГ-де, ол тек Қазақстанда емес, жалпы СНГ-шниктердің көп балдармен араласқан кезде байқаймын, бізде бір 10%-ын біліп алса болды, сразу жұмысқа кірісіп кетеді да. До конца отырып, ананы бітірмейді. Жаңағы ойының ше. Ал өйткені не ең қиын адамға білесіздер, ойлану ғой. Адамға ең қиын ойлану да. И ол ойланудан қашады да жұмысқа секіріп кетеді да. Ал жұмыс жасау ол ең оңай нәрсе, екінші жұмыс жасау ол ең денсаулыққа пайдалы нәрсе да. Ол қайда барсаң да еңбек ету ол пайдалы, физически болсын, басқа да болсын, дұрыс па? Сен басқа нәрсемен айналыспайсың, ойыңа жаман нәрсе кірмейді да. Ал ойланатын кезде вот сол негізі жетістікке жететін адамдар жақсы ойланатын адамдар ғой. Деп ойлайсыз. Иә, ештеңе жоқ, просто отырып сен заранее шахмат сияқты да. Стратег дейді ғой енді. Любой бизнесте таза стратегия ғой, заранее сызып. Марғана айтпақшы, табиғатқа жоқ, мен ойланамын дейді. Сол ойланғанның арқасында көп нелер түсіндім деп. Ескен аға, сен несі ғалым ретінде болған? Келіспеймін деңізші. Ана екінші болмада ма жазылды ғой, қателеспесем. Бернард Шоудың сөзінше, әлемде 2% адам ойланады дейді. 3% адам ойланам деп ойланады дейді. Қалған 95% адамның бүкіл сұраққа жауабы бар дейді. Өте дұрыс, иә. Андай бір байқайсың ғой, шынымен жағдайы төмен, бұл абсолютті тұрғыда емес, салыстырмалы тұрғыда. Мысалы үшін кейбір адамдар болуы мүмкін, мысалы үшін 500 теңге табады, мен оның жағдайы төмен деймін, өйткені ол өзінің потенциалынан әлдеқайда төмен жұмыс істейді да. Бұндай адамдардан мен андай жалпы нәрсе байқаймын, өзінің потенциалынан әлдеқайда төмен ақша тауып жүрген адамдардың байқайтын нәрсем, ол любой сұраққа шынымен жауабы бар ғой. Любой сұраққа вебинар қалай түсіруге болады, оны біледі, ютубты бүйту керек, мынаны біледі. Таксисттің бүкіл сұраққа жауабы бар ғой. Иә. Ол неге, өйткені олардың аудиториясы жоқ та. Жаңа мен айттым ғой, 3-тен 1 соңғысы деп ше. Егер де сен соңғы 3-ші аудиторияңды тапсаң, өзіңнің, соны сен умничать ете беретін нәрсені сен реально керек адамға берсең, и мен айтамын, каждый здоровый адамның дәл қазір біреуге үйрете алатын ақылы бар да. Бірақ ол ақылы сенің құрдасың емес та. Сенің құрдасыңнан төмен болуы мүмкін да. Бірақ 1-ші класстағы бала сенен төмен ғой. Сен соны үйрете аласың да. Сен жаңағы 3-тен 1 уақытыңды соған бөлсең, сол кезде сен құрдасыңа келгенде умничать етпейсің да. Өйткені құрдасыңа келген кезде сен уже мына баламен былай сөйлесіп жатыр, уже сенде алыс-беріс болады да әңгімеде. Ал кейін жаңағыдай сенен жоғары адамды көрген кезде сен прям голодный боласың да, пустой ана жерде ше, берші деп сұрақпен. Менің өз опытым да сондай да. Ал сен аудиторияң жоқ, ішің толықпаған, көрінген адамға шаша бересің да. Жоқ, анда мен ойлап қиын нәрсе, керісінше өзіңнен жоғары адамдардан араласу деп ойлаймын, қиын нәрсе. Өйткені ол жерге міндетті түрде, мысалы Тони Роббинсің жаңа ақша төлеп барып жатсыз ғой, бұл ең оңай да. Төледің, рахат, Марғонаға мен барасың, ақша төлейсің, ол оңай. А бірақ өмірде, мысалы үшін Марғонаға сен өмірде саған ағалық жасау үшін ақша төлемейсің, аға мен сізге $100 төлеймін, маған 1 жыл бойы аға болыңызшы демейсің, ол қарым-қатынастан келетін нәрсе ғой. Ал ол қарым-қатынасты құру ең қиын нәрселердің бірі да. Оған сен кішіреуін керексің, сұрауын керексің. Мен мысалы үшін қанша байқаймын, өзімнен де, мен мысалы үшін мұны өзімнен байқаймын. Элементарно қарапайым. Менің ойымша менен төмен кейбір адамдар бар, инфобизнес бойынша мен одан жақсымын деп ойлаймын. Ол менің ойым ғой, өзім білемін. Бірақ кейбір салаларда мен әлдеқайда мықты да. Кейбір салаларда, мысалы үшін білмеймін, там сторителлинг бойынша или копирайтинг бойынша. Бірақ өзімнен байқаймын, менің нәпсім анау адамнан барып сұрауға мен жібермейді да, мен басқаларға ренжімейтін себебім сол ше. Бірақ уже 2 рет істедім оны, 1 рет копирайтинг бойынша сабақ алдым, екіншісі там мысалы үшін прогресс бойынша да. Отырып қатты қиедім нәпсіме бар ғой. Но мен түсінемін, что бұл нәрсені білмейінше болмайды.
менің мысалы осыны түсінгенім, мысалы Америкаға барған кезде, Қазақстанда бір формула ғой, мысалы адамдармен араласқанда, Америкаға барған кезде, қандай формула? мысалы бізде қалай мақтайсың, құйрығыңды қимылдатасың, жағдайың болса күтіп аласың, подарка бересің. Бізде солай кіресің ғой кругқа, дұрыс па? Енді қазір емес, мен бұрынғы кезімді айтып жатырмын да, қазір конечно басқа. Ал Америка барған кезде мен білмеймін да. Сосын олардан мен кәдімгі сол курстарға барған кезде, мысалы сол Тони Роббинс сияқты басқалардан сұраймын да. Мен айтамын, қара, мен осындай уровеньдемін да. Бірақ сіз сияқты мына үлкен адаммен сөйлесу үшін мен қандай подход жасауым керек, адекватный. Сондай сұрақтарды қоямын да мен кездескенде. Сонда олардың мысалы кейін әркімнің жауабы әртүрлі ғой, қазір есімде жоқ, бірақ жалпы менің түсінгенім, олар айтады, білетін адам білмейтін адамға қарағанда мұқтаж дейді да, сені іздеуге. Бірақ ол іздей алмайды дейді. Көрдіңіз ба? Мысалы сіз қазір айтып отырсыз ғой, білетін біреуге мен подход жасай алмаймын, эго, гордость жібермейді деп ше. Негізі білетін адам сізден қарағанда оған сіз қажетсіз да. Ол айтқысы келеді негізі. Иә, бірақ ол байғұс айта алмайды да. Сол бірақ сұрамайды ғой ешкім. Не жоқ, аудитория дейміз ғой былай айтқанда. Ал қазіргі біздің уақыттың жақсы жері Instagram бар, YouTube бар, сен отырып аласың да бәрін айта бересің, керек адам өзін тауып ала береді. Дұрыс па? И содан сен обратный связьды аласың по-любому. Комментпен аласың, басқамен аласың, болмаса өзін етеді. И содан сен рахаттанасың да. И менде сол кезден бастап түсінік болды. Бір, екіншісі, сен адаммен отношение құру үшін сұрай білуің керек екен да. Мысалы мен сізден көмек сұрасам, көмек болғанда ақша бер, ертең беремін деген көмек емес. Просто мысалы айтамын, Қуаныш мырза, или мысалы Мәкеңнен сұрап жатырмын, Мәке осындай бизнес бастайын деп жатырмын, сіздер Қазақстанда істеп жатсыздар ғой, мынау қалай болады? Ол бесплатный жаңа не ғой, жауап, дұрыс па? Бірақ сондай сұрақтар арқылы біз уже жақындаймыз да бір-бірімізге. Өйткені мен сіздің ойыңызды, миыңызды істететін сұрақ қоямын да. Ал адамның деңгейі қойған сұрағына байланысты да. Сұрақ бәрі қойылады, бірақ сол сұрағыңа қарап, ана адам сені оценивать етеді да бірден. И содан сұрақ қоя білу, қандай сұрақ болса да, жаңағыдай тупой сұрақ қойсаң да, қоя біл, бір рет, екі рет, біреу басыңа бұрады, біреу прикол ұстайды. Бірақ зато әр нәрседен сен үйренесің да. Ответін сен жаңа бетіңе таяқ тисе де, соны үйренесің да. Келесі жолы дұрыс сұрақ сұрауға ше. Сонда сұрай білу, енді жаңа дінде де айтады ғой, сұра дейді ғой. Ақылдас. Тіле дейді ғой, мысалы, сұра. Бірінші шаг жасауың керек та. Сен сұрамай басқаша отношение мысалы құра алмайсың да, менің ойымша. Солай деп ойлаймын. Енді ары қарай жоспарыңыз Қазақстанға бір ар жақта көрдіңіз, не істедіңіз, бірдеңе жасау Қазақстанда бар ма ойыңыз? Менде Қазақстанға ойым болғанда қазір бір проектті бастап жатырмын. Ол проект Америкада мысалы мен өз бизнесім бар, нем бар. Сосын ол былай келді, басын айтайын, бұл идея қайдан келді? Жоқ, идеяны айтыңызшы бірінші. Иә, идея бірінші ол туризм саласында батыс пен шығыстың даналығын қосатын нәрсе да. Мысалы, біз Қазақстан шығыстың мудрость дейді ғой. Біз восточный мудростьқа жатамыз да. Ол нәрсе батыста жоқ. Ал батыста бар нәрсе бізде жоқ. Сонда Қазақстаннан кеткен адам басқа жаққа, Қазақстан жаман деп полный айтатын адамға мен келіспеймін. Өйткені сен бар нәрсен бар деп айту керек та. Жоқты жоқ деп айтасың. Енді менің жаңағы виженым, мысалы, уже екі салт дәстүрді көріп, екінен көрген кезде соларды қосу менің арманым да, осы Қазақстанға. Оны қалай қосам? Уже енді миссияға келеміз ғой. Миссия уже туризм арқылы да. Өйткені туризм ол салт дәстүрдің ең жақындататын адамдардың жолы да. Бизнеспен ол кішкентай круг қой, ал туризм ол ең үлкен круг да. Ол жаңа 5 жасар баладан 80-дегі атаға дейін қыдырады да, мысалы туризм. И менің жаңа жасап отқан проектім сол сферада да, екі жақты қосу. Сол сфераны құдай қаласа запуск бір предложение айтуға болады. Иә, IT проект қой, IT проект. Неге IT проект мен мысалы өмірімде жасамағам, бірақ менде қалай бірінші жаңағы көзқарас пайда болды. Одан кейін миссияны IT арқылы істей аламын да. Мен мысалы жаңа мувинг компания арқылы оны істей алмаймын. Инфобизнесті мен істей алмаймын мысалы ше. Сонда мен құрал таңладым да. Құрал ол IT да. IT қазіргі біздің уақытта ручкамен жазамыз ғой біз, сол сияқты да. И ол IT бір жаңағыдай бір сала емес, ол кәдімгі ол күнделікті қолданатын құрал да. И сол құралды сол IT-ді қолданғым келіп тұр да. Иә, біз енді шет жағасын білеміз, құдай қаласа әдемі жоба. Бұйырса Қазақстанға әдетте сіз 2 жылда потолокқа жететін әдетіңіз бар еді ғой. Жоқ, бұл нәрсе бірақ біраз жылға кетеді. Үлкен проект. Бұл енді бәке жібергіңіз келіп тұрған жоқ. Сөйлесе бергіңіз келеді. Қазының дәмі тәтті жерінде не қыл дейді. Сәл Қазақстан келетін шығар, сол кезде құдай қаласа бір ұстап алармыз. Бүгін көрермендерге қандай сыйлық бересіз? Бар ма ондай бір сыйлық? Білесіз, біз әр не сайын өйстіп
қонақтарымыз қинаймыз. Ұмытып кеттім, сол туралы ойлап жүр. Иә, біз Америкаға құдай қаласа сапарды жоспарлап отырмыз. Тәкеңмен бірге жақсы бір Майамиде Харли Дэвидсонмен араласақ па дейміз. Бірақ көрерменге ойлаймын бір 11 ма, бір 13 па, 11 болсыншы, 11 көрерменге бір сыйлық, қандай сыйлық бересіз? Харли Дэвидсон Максим ба, қалай? Қатты ауыр болмау керек, алып келе алатындай штоп біз. Бірақ құнды болу керек, қызық болу керек. Америкадан не келеді, мысалы, адам барлық, қалаған адам қолдана алатын жаңағыдай нелер шығар, аксессуарлар мүмкін. Apple-дың продуктылары бар, наушник бар, басқа бар. Apple-дың айфоны болады? 11 емес еді бізде. 11 наушник. 11 наушник жоқ. Америкадан естелік. Иә, бір естелік ретінде, иә, өз жаққа барған кезде не сияқты жаңағы Америка, жаңағы Харли Дэвидсон American Dream да, соның мерчі дұрыс сияқты. Харли Дэвидсонның бір мерчі, Харли Дэвидсонның бір мерч алармыз. 11, қазір білмейміз екен, барып көру керек. 11 адамға шарт қандай? Ақмаржан стоп деп жазасыз. Стоп деген былай болады. Сіз комментарий жазасыз, комментарийда кемі 10 сөз, 2 сөйлемнен тұру керек, андай бір плюс от деген болмайды. Сол комментарийда Ақмаржан стоп деп жазады. Стоп деген үстіндегі ең логичный комментарий алынады. Қайтадан айтыламыз, кемі 10 сөз, 2 сөйлем, толыққанды мағынасы бар сөйлем болу керек та. Сондықтан да Ақмаржан 11 рет жазады стоп деп. Сол алған адамдарға кейін хабарласып дайындаймыз. Келесі шығарылымдарда, бірақ келесі шығарылым болмайды. Бір 2-3 шығарылымнан кейін айтылады, өйткені Америкаға біз келуіміз керек. ақш-тан келгеннен кейін сол шығарылымдардың бірінде береміз, иә? Керемет болды, қалай? Күшті болды, да? Рахмет, келіп тәжірибеңізбен бөліскен біраз Америкаға барам, Америкада жаңағыдай барам, сразу байып кетем деп жүрген, армандап жүрген адамдардың шынымен өз қарасына біраз бір әсер еттіңіз деп ойлаймын. Білдіз қойсақ болады, Америкаға барып сразу байып кетем деген қаншалықты былай қарайық та, байып кеткендер, статистикаға қарайық та, байып кеткендер қанша? Қанша? 10-нан 2-3, 1. 100-ден біреу может. 100-ден 1% қой негізі. Неге өйткен қалғандардың бәрі қара жұмыста да. Енді бұл жерде қалай байып кеткенде сен қандай дәрежемен барасың ғой? Енді мына жақтан үлкен дәрежемен барсаң, ол жерде жақсы өмір сүресің ғой. Мысалы, миллиондармен барсаң ше, ал 0-ден барып, аяғынан тұрып кеткендердің саны өте аз да. В общем, Америкада бай болу мен Қазақстанда бай болудың арасында қатты айырмашылық жоқ деген пікірге қалай қарайсыз? Еңбек етсең, Қазақстанда да бай боласың ғой. Бір зат айтсам болады ма? Ұзақтау, бір 5 минут түсіп кетті. Философиядан мындай тапсырма бар да, Тесейдің кемесі деген. Енді Тесей ол мифологияның кейіпкері. Кезінде барып Минотаврды өлтіріп келген, Минотаврды өлтіріп келген кемесін жағажайға қойып қойғанда, сайтсиинг дейді ғой, адамдар келіп көру үшін. Сосын уақыт өтеді, ана кеменің бөлшектері тозады, ескегі тозады, желкені тозады. Соның бәрін ауыстырады да, жаңартып тұрады, кәдімгі не сияқты. Сосын бір күні бір философ алаңға адамдарды халық шақырып алады да, мынандай сұрақ қояды да. Мына кеменің біз бүкіл бөлшегін ауыстырып тастадық дейді. Бүкіл элементтерін бәрін, ескегін, ағашын, желкені. Мынау Тесейдің кемесі ма деген сұрақ қояды ғой. Тесейдің қолы тимеген дағы, мінбеген. Адамдар ойланады да, кәдімгі екіге бөлінеді халық. Жартысы Тесейдікі дейді, жартысы Тесейдің кемесі дейді. Мынау тапсырманы одан ары күрделендіреді да. Мынау жаңа бөлшектерден жасалған ескі кеме. Ескі бөлшектерін алып тастап жатқан кезде біреу сол ескі бөлшектерден жаңа кеме жасаса. Екі кеме тұр да, ескі бөлшектерден жасалған жаңа кеме, жаңа бөлшектерден жасалған ескі кеме. Қайсысы Тесейдікі дейді да. Адамдар кәдімгі қиналып қалады. Сол кезде енді кейбір деректер бойынша Аристотель шығып жауап берген дейді. Айтады да, сен қазір екі элементті талқылап жатсың. Біріншісі жаңа бөлшектер, ағаш, желкен, жаңа шикізаты. Екіншісі ол жаңа құрал, кеме деген құрал талқылап жатсың. Енді осы жерде бұл сұраққа толыққан жауап беру үшін үшінші элемент бар дейді, мән, суть. Егер суть өзгермесе, бөлшек өзгере берсін, шикізат, құрал өзгере берсін, мән өзгермесе, ол бәрібір солай болып қалады дейді. Мынандай дәлел келтіреді. Егер мынаның ескегін біреу үйіне апарып астау жасап алатын болса, басқа құрал болып кетті анау. Шикізат өзгермейді. Бірақ адамдар бәрібір оны Тесейдің кемесі деп айтады дейді. Желкенін біреу үйіне апарып перде қылып алатын болса, мынау Тесейдің кемесі деп айтатын болады дейді. Мен жаңа ойлап отырмын да, мысалы Американың бірден бір мүмкін идеологиялық артықшылығы осы мәнді бере алуында сияқты да халқына. Жаңағы өмірлік миссияны. Өмірлік миссияң бар болса, сен кез келген құралды, ол мамандық болуы мүмкін, ол бизнес болуы мүмкін, сен өзің миссияңда бір амалға асыра алатын сияқтысың да. Дұрыс, иә. Керемет. Қандай? Осындай әдемі сөзде осымен бүгін шығарылды. Аяқтайық. Супер болды. Рахмет.